Так, еркекпен жолым болмайды. Әйелдермен дуа ма, көз ба? Так, осы давайте, қайырлы кеш, қалайсыздар? Осы теманы бастайық. Өйткені көп адамдар маған жекпе шығып жатыр. "Ой, мырза, отношения вообще онша емес, быт-шыт, қалай жазсам болады, не істесем болады" дейді да. И максимально лайк басыңыздар. Тағы да айтайын, кімде-кім 3.000 лайк басады, 30 адам осы эфирді жібереді, менен финансыға байланысты тегін сабақ жіберемін. Ол финанс сабақтың бағасы негізі 50.000 теңге тұрады. Сол кісіге мен 50.000 теңгелік сабақты тегін беремін. 3.000 лайк и осы сабақты 30 адамға, жақын адамдарға жіберіңіздер. Хорошо, бастайық. Кеттік. Еркекпен жолы болмайтын әйелдердің дуа ма әлде көз бе? Көп әйелдердің былай айтқан кезде қазіргі боль ғой. Күйеуіне деген отношение сонша емес, суып кеткен, немесе күйеуі былай айтқан кезде дұрыс көңіл бөлмейді, немесе күйеуі жауапкершілік ала алмайды. Жалпы өте көп проблемалар бар, иә, осыған байланысты. Кетейік. Негізі көп әйелдердің мен бір түсінгенім, жалпы бейсаналы түрде түсінеді, что отношениемен жұмыс жасау керек, отношениемен былай айтқан кезде ә, құрастыру керек деген сияқты. Бірақ түсініп тұр да, что бұл отношение былай айтқан кезде вкладываться уже не за что. Почему? Потому что кезінде үйден қашып кеткен, амал жоқ, жасым 30-ға 40-қа келді, тұрмысқа срочно шығу керек, бала туу керек деп сондай ниетпен бір үйленді, тұрмысқа шықты. И қазір сол былай айтқан кезде, сол бір зардап шегіп жатсыздар да. И көп адамдардың бір түсінгенім, бір волшебный бір палочкаға сенеді. Волшебная таблетка, волшебная палочка былай айтқан кезде, магические мышление деп айтады оны. Мысалы, сіз қазір бір адамға барасыз, бір бақсыға барасыз, сізге былай айтқан кезде айтады: "Сен фотоңды әкел, анаңды әкел, сенің болды, уайымдама, бәрі жақсы болады" деп. Бірақ ол түсінбейді да, что сіз оның бәрі бейсаналы түрде болып жатқанын түсінесіз ба? Бейсаналы түрде болып жатқан. Сол үшін бұның бәрі сізде қазір өмірде дұрыс емес еркекті кездестіріп жатқаныңыз, былай айтқан кезде дұрыс емес, өмірде бұл жолдас кездеспегеніңіз, осының бәрі дұрыс емес, әйел даже да. Осының бәрі былай айтқан кезде просто так болып жоқ. Ол бұл бейсаналы түрде бір программалар. Кеттік, иә? И көп әйелдер өзі түсінбейді да, бірақ өзінің сезімдерін баса берген соң ода ауру пайда болады. Венерические заболевания болады, ода низ животамен проблема болады, ода ЖКТ-мен проблема болады, ода яичниктермен проблема болады, ода маткасымен проблема болады, ода тіпті мочевой жаңағындай пузырымен проблема болады, үнемі туалетке жүгіре беретін болады. Бұлардың бір шешімі, олар ойлайды, таблеткамен немесе бір баклажканы алам да, бұл баклажкаға жылы су құйып аламын да, сөйтіп етегімді қылып жатамын, сонымен кетіп қалады деп ойлайды. На самом деле ол сіздер былай айтқан кезде өздеріңізді алдап өмір сүріп жатсыздар. Бұның бәрі Бұның бәрі былай айтқан кезде реніштен пайда болады. Күйеуіңізге реніштен пайда болады. Көп әйелдер давно уже өзінің әйел екенін сезінбейді. Давно уже өзінің қалауын түсінбейді. Өйткені годами подавленный эмоциялар ғой. Годами подавленный эмоциялардың бәрі осы артық салмаққа алып келеді көбінесе. Көбінесе бір психологический расстройствоға алып келеді. Тревожный әйелдер өте көп қазір. Өйткені бүкіл жауапкершілік әйелдің мойнында. Қалай басам, қалай өмір сүремін, қалай баланың садиктарын төлеймін, қалай ипотеканы жабамын, қалай квартираны төлеймін, қалай қарызын төлеймін, қалай күйеуімнің 4 баллонын алып беремін, қалай күйеуімнің машинасының кредитін шығарып беремін деп кәдімгідей бір уайымдап, сол уайымнан былай айтқан кезде тревожный состояние пайда болады. Тревожный состояние невроз деп айтады. Невроз ол үнемі жаңағындай бір агрессивный состояние, ол әйел еще постоянно балаларына срываться ететін болады. Балаларының былай айтқан кезде ауру қалады да. Осы әйелдің былай айтқан кезде жүрегі орнында болмағандықтан. Енді вернемся к нашим баранам, да. Не себептен сіздер бұндай еркектерді кездесіздер? Енді қазір айтуы мүмкін Түркөбей, типа біз былай айтқан кезде бізді мамамыз таңдап берді, папамыз таңдап берді деген сияқты. На самом деле былай ғой, даже природаға қарасаңыздар болады да. Жалпы природаның өзінде любой самец самканы былай айтқан кезде завоевать ету үшін, өзінің ұрпағын тарату үшін ол кәдімгідей күреседі, төбелеседі, күреседі, бір какой-то бір өнерін көрсетеді. И ол өнерін көрсетіп болған соң, ол әйел, жаңа самка, өзінің ол керек па, достойный емес пе деген сияқты сол мыңның бірін таңдап, сол еркекпен былай айтқан кезде ұрпағын жалғастыруға көмектеседі. Ал біз қалай жасаймыз? Жалпы көп қазір жігіттер мои слова подтвердят. Біз көршінің қызын ала саламыз. Біз досымның жаңағы 2 колено
екі колено туысқанның ар жағындағы былай айтқан кезде ситуацияларын аламыз. Сөйтіп біз өзіміздің былай айтқан кезде қалауымсыз сол спутник жизнь аламыз да, понимаете, да? Гүлия ханым, сіз приколды көре беріңіз, иә, біз сізді блокқа тығып жібереміз, демалыңыз. Сөйтіп біз сондай прикол зат жаңағындай сондай бір ойын бөліп жіберді ғой. Сондай бір вне конкуренции бір жігітті алып, былай айтқан кезде содан страдать етеміз, понимаете, да? И жасымыз там бір 5-6 жыл өтеді арамызда. Там, не знаю, қазір 5-6 балаңыз бар, 3 балаңыз бар. И түсінесіз да, блин, мынау еркекті қай жерден тарттым деп ше. Блин, ақша таппайды, семьян бақпайды, балаларға қарамайды, үнемі жалғыз ете береді, үнемі мамасына жаңағындай тәуелді. Сөйтіп былай айтқан кезде өздеріңізді жеп ақырында ажырасамын деп шешім қабылдайсыздар да. Өйткені о бастан сіздер былай айтқан кезде ол жігітпен былай айтқан кезде конкуренциясы болды. То есть конкуренция болмай тұрмысқа шыға салдыңыздар да. Көп қыздар қазір мои слова подтвердите. 18 жаста үйлеріңіз папаңыз ішіп қашып әйтеуір сол үйден құтылсам екен, осы үйдің жауапкершілігінен құтылсам екен деп, сіздер лишь бы тұрмысқа шығамын деп 18 жаста тұрмысқа шығып кеткен өте қыздар көп осы жерде. Немесе там 25 жасқа толды, 30-ға толды, уже 2-3 дипломы бар, уже бәрі қатысып жатыр, социальный программирование болып жатыр. Болды, үйлен, тұрмысқа шық, давай, не істеп жүрсің, уже сенің подругаларың уже 5 баласы бар деп, сөйтіп бір встречный бір баранға тұрмысқа шығып, қазір былай айтқан кезде, не істеп жүр да? Зардабын шегіп жүр да, понимаете? Өйткені бұл жерде социальный программирование бізде не деп айтады? Шыда, ничего страшного, ертең былай айтқан кезде бәрі жақсы болады, ар күні бәрі жақсы болады. Сөйтіп ертең деп көп әйелдер қазір былай айтқан кезде денсаулықтары бәрі бір жаққа кетіп қалған. Осы денсаулықтар ауру адамдар болса жаздыңыздаршы именно денсаулыққа байланысты. Етектен төмен, мастопатия, мастит, молочные железы, почка, белімен проблема, грыжа, почкасымен проблема, аяғымен проблема, артрит бүйтіп қалған қолдары, артроз, жаңағы көзбен проблема, шаштарымен проблема, кожасымен проблема. Осындай қыздар бар ма астан тіпті онкологияға айналып кеткен осындай аурулар ше. Осының бәрі былай аспаннан түспейді ғой. Осының бәрі сіздер міне әсел де зоб. Ол щитовидный железа дейді, иә. Әсел мысалы былай ойлайды. Егер мен как будто бы, знаете, өзін салыстыра береді. Кезінде нормальный жігіттер маған келген кезде мен оларға жоқ деп айттым. Қазір бір осындай бір былай айтқан кезде жігітпен өзімді лайықсыз санаймын деген сияқты ше. И сөйтіп өзін салыстырады. Ана инстаграмнан көріп алады, подругасының өмірін көреді, жаңағы біреу Мальдивта, Таиландта немесе басқа Вьетнамда жүр да өзін салыстырады. Блин, олардың өмірі действительно өмірі, мен қазір жүрмін деген целый день декретте, и ақша бермейді деп, даже элементарно кофейняға барып, кофені ішуге оның ішінде былай айтқан кезде кінәлі сезім пайда болады да. Өйткені қасындағы күйеуі ақша жаратпа деп айтады да, понимаете, да? Сөйтіп былай айтқан кезде ол әйелде ауру болады. Мына зоб постоянно іштей өзін сравнить еткеннен пайда болады ғой. Бауырымен мысалы постоянно бауырымен проблемасы бар әйелдер, олар ызаланады, қатты ызаланады. Мысалы, адам ызаланған кезде не істейді? Ызасын шығарады, жынданады, мысалы, эмоциясын шығарады, айқайлайды, боқтайды по факту, да, дұрыс, бәріміз боқтаймыз. Мен де, кстати, боқтаймын, это нормально. Бірақ сол мен правильная девочкамын, мен эмоциямды көрсетпеу керекпін деп, үнемі жаңағы ызасын былай айтқан кезде баса береді. Сол басқан кезде ана бауырымен проблема болады. Гепатоз, печени, жир, короче, ішінде пайда болды, мына бауырымен всегда проблема болады. Гинекологический заболевание, оның бәрі былай айтқан кезде әйел адам өзін жей береді постоянно. Үнемі ренішпен, үнемі обидамен, үнемі подавленный эмоциямен өмір сүреді. Әйел адам үнемі күйеуіне ренжиді, бірақ айта алмайды. И плюс ол әйел өзінің әйелдік болмысы бар ғой. Любой әйел былай айтқан кезде ана бір ғой прикол инстаграмнан білесіздер ғой. Я рядом с ним такая слабая деп ше. Вот сондай бір өмір сүргіңіз келеді да, бірақ сіздер өмір сүре алмайсыздар. Сол әйелдік бір женственностьті подавлять ете берген сайын әйелде всегда низ животамен проблема болады. Гепатириоз мысалы, анемия. Эндометриоз жалпы кішкентай кезінде бір не знаю, папасы жесткий, папасы жоқ, немесе папасының бұл жылулығын ала алмаған, ол ала алмай тұрмысқа шығып сол күйеуінен аламын деп ойлаған, үнемі кішкентай кезінен бастап бір еркектерге деген қатты қара қазандай обидасы бар. Ә, ерте климакс пайда болатын бар ғой әйелдерде, жасы 30-да, даже 32-30-да ол соқ негізі. Сол әйелдерде, оказывается, етек кірі тоқтап қалады екен. Өйткені уже
былай ғой, жауапкершілікті қатты алып алған әйелдің былай айтқан кезде ешқашан женственность болмайды. Өйткені ол қайдағы женственность, қайдағы ол, былай айтқан кезде проявление чувства. Өйткені ол үнемі іштей ойлап отырады ғой, мен қалай өмір сүремін, мен қалай ақша табамын, мен қалай, выживать етемін деген кезде, әйел адамның всегда етектен, кірі немесе болезньні жүреді, немесе постоянно проблема болады. Миома матки. Миома матки ол основном әйел адамдар, жаңа айтқандай, подавляет свои чувства. То есть, көп әйелдер қазір былай өмір сүреді ғой. Знаете, вот, Келинка должна. Вот согласитесь, да, вы все кому-то должны. Должны енешке, апашке, аташке, всем должны. То есть осы әйелдер кому я должна деп ше, должна деп өмір сүреді да. Олар әйелдер былай айтқан кезде жеке өмір сүре алмайды. Мысалы, сен таңертең тұрасың таңғы 5-те, аулаңды сыпырасың, потом күйеуің сені 10-ға дейін ұйықтайды, оған бірінші апа әжеңе завтрак бересің, потом күйеуіңе завтрак бересің, потом балалар садикқа алып барасың. В общем, бәрін өзің жасап жүресің да, өзіңе демалуға мүмкіндік бермейсің. То есть былай отырып, былай кофе ішіп, шай ішіп бар ғой, деп ішуге, демалуға сен мүмкіндік бермейсің. Соның кесірінен сенде постоянно проблема болады, понимаешь, денсаулықпен. Сіздер қазір ол денсаулықты қалай емдейсіздер? Сіздер барасыздар да, дәрігерге барасыздар, гинекологқа барасыздар. Гинеколог кеше мен, осы 2 күн бұрын мен, стримде кім қатысты прямой эфирға? Сол жерде бір кісіге айтқан: "Сенің маткаңды кесіп тастау керек" деп, әйелге айтқан да. То есть бізде тек қана кесіп тастау керек, алып тастау керек, бір альтернативный лечение жоқ. Либо там өмір бақи там гормональный сізді бір дәріге отырғызып қояды, сонымен сөйтіп өз-өзіңізді алдап жүресіз да. Понимаете? Сіз бірінші тамырымен жұмыс жасау керексіз. Тамыры деген ол қайдан шыққан? Ол сол психотравма былай айтқан кезде. Негативный самоопределение деп айтады психологияда. Мысалы, сіз кішкентай кезіңізде сізді папаңыз үнемі ішіп-түшіп жүрді, грубо айтқан кезде. 90-нан 2000 жылға дейінгі поколение всегда сондай болатын. Әке-шешелер всегда бухать етіп, ақша таппай, жаңағы мамаларыңыз базарға шығып кетіп, ақша тауып, пол жуып, еще магазинге жұмыс істеп, ана мында уже выживать етіп өмір сүретін едіңіздер да. И сөйтіп сіз сол, тұрақсыз бір семьяда өстіңіз, именно әйел адамдар. Сол тұрақсыз семьяда өскеннің кесірінен сіздерде былай айтқан кезде қазір бір уайым пайда болады да, неврологический заболеваниялар пайда болады. Өйткені сіз ертеңгі күнге даже сіздің күйеуіңіз красавчик болса да, сіз оған сенбейсіз. Как будто бы тастап кететін сияқты, как будто бы ақша таба алмай жатқан сияқты, бір ұйықтайтын алдында тұрады, целый день бір жүректе бір үрей пайда болады да. Бір какой-то бар ғой вибрация. И сөйтіп сіз үнемі өмір сүресіздер. Сіздер оны қазір 30 жаста, 35 жаста, 40 жаста пайда болған жоқ. Ол пайда болған, ол кішкентай 7 жасқа дейін, тіпті анаңыздың былай айтқан кезде құрсағында жатқан кезде сонда пайда болған, понимаете? Көп әйелдер қазір не себептен ауыра береді, не себептен былай айтқан кезде жаңа жазды ғой бүкіл аурулардың тізімдерін. Анемия крови дейді. Оның бәрі былай айтқан кезде өзін керексіз санайды, өзін бейшара санайды, жалкое санайды, ненужное санайды. И сол ситуациядан кейін, сол кішкентай кезде болған бір тұрақсыз ситуациядан кейін сіздер үнемі қазір өзіңізді былай айтқан кезде ущербно сезінесіз, понимаете, да? Сол себептен қазір көп әйелдер ауырады, сол себептен онкология, сол себептен рак заболевания. Оның бәрі просто так емес, понимаете, да? Ұйықтай алмаушы 2 күн болды дейді. Адам постоянно ұйықтай алмаса, оның миы 24/7 жұмыс жасайды. 24/7 жұмыс жасаған соң, оның миы демалмайды. Соответственно, оның миы демалмаған соң, то есть опять-таки ана женщина с яйцами, да, уайымдап отырады. Так қосасыз ба дейді. Артық салмақ масқара дейді. Артық салмақ, мен айттым, ол длительный обидадан болады постоянно. На обиженных воду возить деп айтады орекеңдер. Поэтому когда сіздер долгое время өздеріңізді алдай берген сайын, сіздер сол обидадан пайда болады постоянно, еркекке деген обидадан. И көп әйелдер өздеріңізді алдайсыздар да. Негізі кішкентай кезінде қазір анау именно жаңағындай щитовидкамен проблема, именно жаңа артық салмақ қоса беретін, кішкентай кезінен ауыра беретін осындай әйелдердің особенно кішкентай кезінде бір, зорлық-зомбылық көрген негізі. Бірақ ол өздеріне айта алмайды. Даже бәріміздің туысқандарымыз болған сондай. Именно еркектер озабоченный, который на вас тренировался, на вас, не знаю, сізді тастап, короче, қыздармен танысқан кезде қалай болады деп кәдімгідей сондай бір кукукаға кетіп қалған туысқандар болған ауылда бір шетте. И сіз соның өзінен өзіңіз былай айтқан кезде ущербный сезінесіз, понимаете, да? Вы іштей бір еркектерді жек көресіз, бір қабылдамайсыз еркектерді.
Оның артында ең бірінші еркек кім? Ол әке да. Сол әкеңізді қабылдамайды деген мағына білдіреді, понимаете? Ол әке ең бірінші еркек сіздер үшін ол әке. Любой әйелге ең бірінші жігіт ол әке. Сол әкемен дұрыс қарым-қатынас бола алмағанның кесірінен махаббат ала алмадың, немесе әке-шешең, папаң нанға шығып кетті, жоқ болып кетті, әлі, допустим, жоқ та, нан іздеп жүр да. Немесе ішіп кетті, немесе жауапкершілік ала алмады, ез болды деген сияқты. Соның кесірінен сіздер қазір страдать етіп жүрсіздер. Мен әкеңізді кінәлап отқан жоқпын. Просто сол картинаның кесірінен вы сейчас страдаете. И поэтому вы не можете вот даже іштей бір күйеуіңіздің бұл ақауын іздеп жүресіз, күйеуіңіздің минусын іздеп жүресіз, а, потому что іштей қабылдамаған эмоциялар мен іштей ситуациялар, соны анау маған береді деп ойлайсыз да. Бірақ оның да примерно травма сіздікіндей ғой. Ол да мамасының махаббатын ала алмай, мына қыз маған мама болады деген сияқты сондай бір ниетпен үйленді да. Понимаете, да? И сөйтіп вы бір-біріңізге былай тартасыз негізі. И қазір көп әйелдер проработка жасаған, психологқа барады, кітап оқиды, ананы оқиды, и уже понимает, да, қасындағы жүрген еркегі, короче, не тот, не тот, который был раньше, короче. Сіздердің взглядтарың өзгерді, сіздердің мировоззрениеңіз өзгерді. И көп әйелдер маған солай шағымданады, короче. Көбей, былай айтқан кезде қалай болады, бір білмеймін, как будто бір физически былай ешқандай эмоциям жоқ дейді да. Не себептен олай болады, қызық па? Максимально лайк басыңыздар, мен сіздерге қазір айтамын. Не себептен әйел еркегіне внезапно суып кетеді? Консультация қанша дейді? Консультация туралы мен ровно жарты сағаттан кейін айтамын. И то бір-ақ қана орын болады. Скорее всего, мен бір ғана адамды аламын. Поэтому алдағы уақытта айтамын. Қазір мен айтпаймын. Кім консультация алғысы келеді, жеке терапия, ол үшін қазір мен жарты сағатта информация беремін. Салмақ қоса алмай жүргендер біреу тиіскен ба дейді. Салмақ қоса алмай жүргендер олар, не деп айтады оны, дистрофик дейді ғой. Дистрофиктар олар мамасына ренжіген, еркектер негізі особенно. Іштей бір мамасын қабылдамай жүрген еркектер. Дальше кеттік па? Давайте. Қазір мен кішкене түсіндірейін, ары қарай разбор жасап беремін. Жақсы ма? Каждыйына осы плюс басқан кісілерге разбор жасап беремін. Максимально лайк басыңыздар, осы эфирді жіберіңіздер туысқандарыңызға, жақын адамдарыңызға. Өйткені бұл эфир действительно полезный эфир. Сіздер өмір бақи ала алмаған білімді қазір осы жерде алуға тырысасыздар. Салмақ қосқан әйелдер семіз болып кеткендер ше, ол реніштен пайда болады. Любой, ана орыста сөз бар ғой, на обиженных воду возит деп. То есть ренжіген адамда өзі артық салмақ деген ол негізі отек, су. Сол су ғой, короче, былай айтқан кезде. Кеттік. Енді қараңыздар, не себептен еркек адам былай айтқан кезде сіздерді жауапкершілікті ала алмайды, жауапкершілікті былай айтқан кезде до конца ала алмайды, еркек бола алмайды. Экстрасенс па дейді. Жоқ, мен экстрасенс емеспін. Былай да, еркек адам, қазір особенно өздеріңіздің жігіттеріңізді примерно көресіздер қазір. Еркек адам екі случайда ол былай таңдайды. Бір, ол анасының махаббатын ала алмаған, про мамсиков говорю. Мамасының махаббатын ала алмаған и бейсаналы түрде мамасына ұқсайтын, жаңағы женственный, мамасы сияқты жаңағы эмоция беретін сондай әйелді іздейді ол. Понимаете, да? Сондай әйелді ол іздейді. Сол әйелді іздеп, сол әйелден мамасынан ала алмаған махаббатын вот сіздерден алғысы келеді. Сол үшін ол сізге ренжиді, сол үшін сізге еркелейді, сол үшін көріп тұрсың ғой жағдайым деп айтады. То есть он себя чувствует мальчиком рядом с вами. Почему? Потому что уже бұл жерде эмоциональный инцест кетіп қалды. Екіншіден, еркек өзін жақсы көрмейді. Еркек өзін жақсы көрмейді да, сол жақсы көрмегеннен кейін ол өзіне образ жасап алады, образ. То есть я себя не люблю, но я пытаюсь быть такой, который нравится девушкам, короче. Что я делаю? Я покупаю, не знаю, машинаны бір Мерседес, либо BMW-ны бір арендаға алып аламын да, я начинаю вам впечатление, короче, воспроизвести. Қара, я крутой деген сияқты ше. Не знаю, счетты полностью төлеп тастаймын, 101 гөль, короче, Dyson, шмайсон, короче, iPhone. В общем, делаю так, как будто бы я такой крутой. И таким образом өзімнің ішіндегі пустотамды мен жабамын да. Понимаете, да? И сөйтіп сіздер көп қазіргі қыздар, мен қазір күйеуіме біртүрлі қараймын деген ше, көп қыздар соған алданып қалған. И сіздер на самом деле купили Жигули по цене Мерседес негізі. Понимаете, да? Вы купили Жигули
по цене Мерседес. Сөйтіп өздеріңізді, короче, алдап ше. Алдағанда ол сіздерді грамотно алдады да. И көп қазір әйелдер бір бала, екі бала, үш бала, 10 жылға дейін бракта. И олар кәдімгідей өздеріне сомнение жасайды да, блин, мен алған жігіт осы ма деген сияқты ше. Согласитесь, осындай ой бар ғой, мен алған жігіт осы ма не деп. Блин, он же был до брака такой, сейчас такой, ана Сабина бар ғой, ана білесіздер ма, алып қашып кетеді ғой, типа шейх деп, и ауылдың бір жеріне кіргізіп жібереді ғой. Сол сияқты да, примерно сондай ой болады да. И сіздер уже ой келеді, блин деп ше. И вот сол еркек сіздерді былай айтқан кезде воспроизвести впечатление, өз-өзін алдап, былай айтқан кезде сіздерді грамотно істеп кетті да. Понимаете? И енді қыздарды алайық. Не себептен қыздар сондай еркекті іздейді? Бұл жерде очень тонкий момент. Қазір тағы да айтады, психологтар осыны айта береді деп. Мен тағы да айтайын, ең бірінші еркек қызға ол әке. Әкесі жаңағындай жаңа жігіт сияқты айфонын, гүлін, әдемі киімін, әдемі затын, болмысын, жаңағы папа мен сені жақсы көремін деп құшақтап сүйіп, қызымен сырласып, подруга ретінде, дос ретінде әкесі солай жасай алмаса, сол қыз жаңағындай «Жигули» по цене «Мерседес»ін тауып алады, короче. Сөйтіп басын ұстап отырады да, блин деп ше. Салмағы тұрмысқа шыққанға дейін 50 килограмм еді, бірақ 150 килограмм болып кеткен тұрмыста. Там 180, 270, 180, 4-5. И ондай жігіттер, чтобы ол әйелді ұстап қалу үшін жылдап туғызады ғой. Жыл сайын туғызады. Әр жыл сайын у него, короче, эти размножения. Потому что бейсаналы түрде сізден ол айыруға қорқады да. А он же типа поймал самую красивую девушку, и таким образом, он таки компенсирует через детей. Понимаете, даже еркек солай жасайды. Өйткені ол қорқады. Көп қыздар қазір мои слова подтвердите. Олар қорқады. Қалай қорқады? Сен инстаграмға шықпа, сен анамен сөйлеспе, кім саған лайк басты, кіммен кездестің, ақшаны кімге жараттың, анау кім, телефон выпискасын, туристің былай айтқан кезде жаңағындай отчеттарын бәрін тексеріп отырады, короче. Былай айтқан кезде бір жеріңізді аңдып отырады да. Понимаете? Өйткені іштей анау ущербность сезініп тұр ғой по-любому. Сол ана как будто бы тастап кететін сияқты сезім болады да. Понимаете? Өйткені мамасы солай жасаған оны, понимаете, мамасы. Вы не виноваты здесь. Вы просто ситуацию создаете, оны сол мамасынан жасап кеткен, мамасынан. Мамасынан. Сол мамасынан ала алмаған махаббатты, он же думал, от вас это получу, понимаете, да? Теперь бір сұрақ қоямын, жарайды, жауап бер. Жигули еркекті теперь как продать дейді. Утиль сборға лақтырасы болды. Утиль сборға лақтырасы болды. Енді как хотите, так понимайте. Жоқ, рас қой, согласитесь, да? И көп әйелдер өз-өзін это признавать ете алмайды. Өз-өзін алдайды, короче. И соның алдағанның кесірінен, оның етегінен төмен, енді мен как есть айтамын. Молочница, постоянное выделение, постоянный былай айтқан кезде заболевание низ живота, постоянный запоры, тіпті геморрой да. Осының бәрі сол іштей, блин, я же должна была быть там деген ойдан пайда болады да, понимаете? И ол ой күнде емес қой. 7 жыл, біреуде 5 жыл, біреуде 10 жыл, біреуде 20 жыл, біреуде всю жизнь, к сожалению, да. И сіздер как будто бы басқа бір өмір бар сияқты өмір сүресіздер. Но по факту это солай, короче. Мен сіздерге шындықты айтып жатырмын. Мен сіздерге как есть айтып жатырмын. Просто өзімнің өмірімнің, өзім қанша адаммен жұмыс жасаймын, қанша елдермен жұмыс жасаймын, қанша бүгін даже элементарно 5 адаммен жұмыс жасадым да. И солардың сөзінен, солардың өмірінен, қалынша алған білімнен, и солардың мен айтқан кезде конкретно айтып жатырмын. Өйткені ол солай, короче. Өйткені әйел адам, если ол отношенияға вкладывать етпесе, что такое вкладывать в отношения? То есть, мысалы, үйді жинап қояды, не знаю, сен үшін приятно күш завтрак жасап қояды. Сенің қалауыңсыз, сенің приказыңсыз. Сен үшін бірдеңе жасайды да. Өйткені ол әйел сезіп тұр да, что мына еркек үшін до конца баруға болады деп. Мына еркек үшін былай до конца тұруға болады деп. Өйткені біліп тұр да, что сен нағыз еркек екен. А когда ол оны сезбеген кезде әйелдер өзін алдайды, короче. Жестко алдайсыздар сіздер ше.
өздеріңізді алдайсыздар, өздеріңізді жаңағыдай неше түрлі заттармен заедать етесіздер, өздеріңіз былай айтқан кезде жаңағындай, не знаю, кино көріп, жаңағындай пищевая расстройство бәрі болады, короче. Сіз қандай мамансыз дейді. Мен психологпын, психосоматик. Понимаете, да? Сөйтіп өздеріңізді алдап, былай айтқан кезде өмір сүріп, ақырында денсаулықтарыңыз бір жақта, бала шағаңыз өмір сүріп жатқан, якобы бала шаға үшін өмір сүріп жатқан мама айтады: "Мама, араласпашы, пожалуйста. Менің өмірім". Қызыңыз айтады: "Мама, пожалуйста, я видела, как ты мучилась, я не хочу это повторять", деп айтады да. Сөйтіп былай айтқан кезде, балалардың алдында беделің жоқ, күйеуің дальше қалай 20 жыл бұрын қуып жүрді, солай қуып жүрді, и сөйтіп өзің бұл бақытсыз бір халде жүресің да. Понимаете, да? Так, бір адамды қосайын жарайды. Так, Акося, Саламатсыз. саламатсыз. Жасыңыз, атыңыз? Мен есімім Ағайша. 35 Ағайша. жастамын. Жаңағы сіз айтып отқаныңыз дұрыс, негізі еркек туралы. Мамасынан махаббатты іздемеген адам тура сіз айтқандай болады, себебі өзімнің басымнан өткен. Қазір 2 жыл болды, мамасына қалдырдым. Мамасына тапсырдыңыз. Тапсырдым. Тапсырдым Короче, деп айтыңыз. екеуі де кетсінші, короче, өмірімнен жоғалсыншы деген дейсі. Бір балам бар, 5 жасар. И жаңағыдай, мысалы, даже элементарно, еркек адам негізі, қалай айтсам болады, өзі кетіп қалды. Өзінің сөзінен ақ білуге болады да: "Я тебя не люблю, моя мама не научила меня любить женщин" деген. Солай айтты ма? Тура солай айтты. Білмеймін, ол түсінді ма, түсінген жоқ па, әйтеуір уже 2 жылдай жоқ ол еркекші. Хорошо, Ағайша, былай да, хорошо. Ладно, күйіңіз туралы түсіндік. Мамсик өзін тапсырдыңыз мамаңызға. Откуда вы притянули такого мужчину? Откуда вы притянули? Қазір, мысалы, бәріне осы тиктоктан шығып отыр ғой, мысалы. Жаңағы мать нарцисска деген, жаңа не болады ғой? Мама нарцисска, например, мама холодная, например. Мама не дала любви, не дала поддержки, не дала внимания. Это про вашу маму говорите? Мен қазір өзімнің әкем туралы айтып отырмын да, мен өзімнің әкем туралы айтамын да қазір. Менде, мысалы, әкем жоқ. Бар, Қайда әкеңіз? Бірақ біз бірге тұрмаймыз. Короче, они с мамой развелись. И получается, у меня вот эта вот травма, детская травма, и вот я притягиваю таких, понимаете? Бірінші енді олар қалай, прям, білмеймін, енді маска киіп ала ма, киіп алмай ма, әйтеуір күшті жаңағы внимание беріп, күшті жаңағы подаркалар беріп, сөйтіп нетеді да, жаулап алады екен да әйел адамдарды. А потом уже бала туғаннан кейін, уже бірнеше жылдан кейін, уже маскасын шеше ма или что, короче, непонятный, да? Ағайша, былай ғой, нет, дело не в том, что они одаривают вас щедро подарками. Просто вы на это клюете, потому что вы не видели опору от отца. И везде его искали. И первый встречный жаңағындай ағылайып кездесті да, и сіз соны опора деп қарап, соған тұрмысқа шығып, ақырында жаңағындай Жигули, Мерседес те ойлады, бірақ оказался Жигули, короче. Да, мен вообще BMW деп ойлағам негізі. Көрдіңіз ба? И таким образом, мы сейчас, былай ғой, не себептен әйелдер сонда еркекті кездестіреді? Мен сізге айтайын да. Потому что, вот опять-таки, с детства сіз өзіңізді всегда ущербно сезіндіңіз, ущемленна, ненужная. Потому что жаңа айтқандай, папаңыз сіздің потребностьтеріңізді жаба алған жоқ. Енді қандай потребность қызға? Любой балаға 4 қана потребность керек. Это одежда, место, где ночевать, внимание и еда, да? Соның 4-еуіне дұрыс сізге бере алмаған соң, сіз дефицитті өмір сүрдіңіз. Да. И дефицитті өмір сүрген соң, жаңағындай анау, у него тоже такая травма, но от матери. Ол мамасының махаббатын алмады да, его мама никогда его не любила. И сіз кездестірді да, и ол өзінің жаңағындай көрсету керек қой, что такой красивый мачо. Сөйтіп жаңа iPhone, гүл, и вы начали, вау, мынау. iPhone емес, енді менде телефоным жаман телефон болды да,
сол телефон сатып алып берді и сөйтіп ақшалай да берді. Мысалышы, как-то сұрасаң, мысалы, ақша салып береді, сұрасаң анан алып береді, сұрасаң мынаны алып береді деп. А потом уже бала туғаннан кейін уже бірге тұрдық қой, енді где-то бір 4 жылдай тұрған шығармыз. И уже бізде ана эмоциональный качеля көп болды негізі. Эмоциональный Оказывается, у него качеля. долги, что он не, вы Не, не вот одна именно такая. что, вот именно что, у него долгов нет, это у меня долги были. Хорошо, а Костя Менің былай ғой. долгтарымды жауып уже, шын айтсам, зыбысы шығып кеткен кәдімгідей. Енді Акося былай ғой. Сіз изначально жігітке тұрмысқа шыққан жоқсыз, сіз изначально папаңызға шықтыңыз да. То есть, понимаете, вы искали папу, а Ну, ешқандай еркек папа да, бола может быть, алмайды. бессознательно болған шығар оның Иә, бәрі иә. деші. Енді қазір есть- уже 2 жылдың ішінде уже кішкене мы уже как орнына келді ғой, по-любому сол эмоциональный качелядан кейін По-любому жаңағы орнына неден келмейді кейін ол будет с вами всю жизнь, если пока не проработаете. И вы ертең проработка такого же болғанда мужчину мен потянете. сізден бөлек тағы да бір әйелді нетем, сол әйелмен мен жаңағы осы тиктокта терапияны өткем негізі. Мгм, Терапияны өттім да, терапия болғанда бір сеанс қой. мгм. И получается, короче, все это все травма, короче, детская травма, понимаете? Мгм. И вот мы с ней прошли это все, и сейчас уже более-менее, да, я к ним отношусь как-то по-другому бар ғой. Уже Хорошо. бұрынғыдай менде не жоқ анандай, реніш жоқ, обиды нету, жаңағы злости нету, страх ештеңке ондай жоқшы. Қазір Хорошо, уже енді қандай запросы, вы қандай запрос сізде? менде запрос. У меня, короче, не знаю я, у меня лишний вес. Мгм. Лишний вес, получается, у меня после рождения ребенка у меня сейчас живот, вот как будто бы я еще опять беременная деген дейші. Мгм. Айтады ғой, кортизоловый живот дейді ғой. Мгм. Вот тура сондай болып тұршы. Мен шаг жасаймын, мысалы, шаг жасаймын, көп жүремін менші. Айта Таңертең беріңізші, мен емес, қазір кешке кандидат таман иә. жүрем. Мгм. Кешке таман жүрем, мысалы, 10 мың шаг, 15 мың шаг, 20 мың шаг жүрем. Соның өзінде менде вот денем кішкене арықтайды да, бірақ ішім сол қалып Еще тұршы. аффирмация жасайсыз ба? Әлем деген күшті, аффирмация жасайсыз ба еще? Әлем күшті, маған бәрі оңай жеңіл келеді. Жоқ, вот именно что аффирмация ештеңке жасамаймын мен, просто у меня как жүрем да, и уже как-то ойланып жүрем менші. Ағайша, хочешь правду? Мгм. То, что ты делала, это классно, но я хочу тебя разочаровать. Ты хочешь, хоть түнде 15 мың емес, 250 мың емес. Қайда тұрасың сен қазір? Мен Алматыда. Алматыдан Қапшағайға дейін жаяу барсаң да, ол кетпейді да. Иә, Это иә, білем. просто, былай айтқан кезде, это самообман. Мгм. Большой живот, почему у тебя живот не уходит? Это безопасность. Как будто бы, Мгм. знаешь, вот не ғой, спасательный круг дейді ғой. Я. Понимаешь? И мне кажется, что у тебя в детстве было что-то плохое связано с мужчинами. И бессознательно этот живот тебе нужен. Понимаешь, да? Ну, честно сказать, у меня были, да, вот отношения были, и мен не болған ғой, қалай айтсам болады. Были такие мужики, которые как Против вам твоей ответить? воли, да? Ну, не то, что против мне, нет, насилия не было, нет, насилия не было, ничего такого не было, прям жаман деп айтатындай, ондай ештеңке болған жоқ. Просто, қалай айтсам болады, болады ғой анандай, еркек танысады да, и бір күндік деген дейші, сондай да, короче. Енді дұрыс қой, енді я же говорю эти своими словами, понимаешь? Ага. То есть это спасательный круг, чтобы тебя на один день никто не использовал, понимаешь? И это тебе лишний вес важен и нужен, потому что сенің түп санаң ойлайды, егер мен артық салмақ болсам, стану привлекательный, и таким образом эти мужчины, которые бір күнге қалайтын, көбейіп кетеді. Лучше мен спасательный животпен жүре беремін дейді. Түсіндің ба? Офигеть. Вот, анау, білмеймін, қандай психологпен жұмыс жасап жатсың, но ты основные вопросы не решила. Ну, я вообще, у меня другой запрос там.
На запрос емес, вообще. Сейчас вот сона нет да, и уже у меня как, мне, честно сказать, сейчас плакать охота бар ғой. Жыласа, не үшін жылағың келіп тұр? Не, что вспомнил? Может, то, что отца не было, и он не защищал, наверное, или я не могла ему Во, сказать вот этого всего. То, что молодец. вот такие вот мужики были, например, я не могла это ему сказать, потому что он был далеко ворой. Я соны бәрін де айта алмадым. Молодец, хотя бы. Мен соны айтып тұрмын ғой, что ты компенсируешь отцовскую любовь через любовь за один день. Понимаешь, да? То есть былай да, егер адамның ішкі опорасы болмаса, ол опораны өкінішке орай, как практика показывает, көп еркектерден іздейді екен жаңағы. Бірінші еркектен іздейді, что-то ұнамайды ана жер. Екінші іздейді, ана ёб твою мать деп айта жүруі мүмкін, кетіп қалады. Үшінші еркектен іздейді. Сөйтіп ақырында өзін алдап жүреді да, понимаешь? Таким образом, знаешь, ты Я сейчас же сондай говоришь, болған негізі ше, мен өз ты өзімді занимаешься самообманом. алдап жүріп сөйтіп жүргенмін негізі ше. Ты занимаешься Бірақ самообманом. бессознательно это все, понимаете? Бессознательно это все. Енді Вот сейчас тебе... вы Ага. сказали, что вот почему депши не үшін. Мгм. И вот я говорю же, я не могла вот отцу сказать это, что вот такой вот человек был, вот такой вот Ты мужчина можешь был, например. включить в камеру? У меня здесь темно. А если подойти, где светло? Обязательно включать, да? Ну, я хотел помочь тебе, ради Аллаха. Қазір көрінем екен. Көріне ма? Не включил. О, молодец, давай. Көріне ма? Закрой глаза, сделай глубокий приятный вдох. Вот эта мысль о том, что папы не было, папы рядом не было, и тебе было обидно, да? Да. Каким ты себя сейчас считаешь, когда вот эту опору ты всегда искала, но папы рядом не было? Жалкая, глупая, слабая, плохая, ненужная, никчемная, тупая. Ненужное. Где это чувство сейчас стоит ненужное? Живот. В животе. Сосредоточься на этом чувстве в животе ненужное. Ныряй в это чувство, как будто идешь по времени назад. 35, 34, 33, 32. И найди маленького Агайша, где она также себя чувствует ненужной в животе. Я сейчас посчитаю от 1 до 3, и ты окажешься в более ранней ситуации, связанной с этим чувством. 3, 2. Где ты там? Сколько тебе лет? Почему ты чувствуешь себя ненужной в животе? Одна или с кем-то? Какая ситуация вспоминаешь? Более ранний возраст, детский, школьный. Более ранний, да, Да. мен сол 13 жасымда Он есіме сейчас... аламын негізі. Что случилось? Он сейчас... Біз жаңағы неде судебный неде болғанбыз. Судебный. Папа, мама разводятся, да? Ну да, когда у нас Yeah. спрашивали, с кем вы Развод. останетесь деген кезде. С кем вы останетесь? С кем вы останетесь? Где это чувство было? В горле, груди, животе? Когда-то она так спрашивала. С кем ты останешься, Денис? В груди. Такое же чувство раньше испытывал или это первый раз? Он іштен төмен қарай. 12, 11. Не было у меня такого. Сосредоточься на этом чувстве. Он сейчас, да? Ты стоишь перед судьей, и судья тебя спрашивает, ты с кем хочешь остаться, с папой или с мамой? И тогда ты чувствуешь себя ненужное в груди. Ты уже знаешь, Агайша, что чувства не растут на пустом месте. Возможно, до этого было что-то, что послужило острой реакцией для этого чувства ненужное в груди. Поэтому сконцентрируйся на этом чувстве ненужное в груди. 5. Все образы пропадают, только чувства остаются. 4. Она начинает тебя тянуть вниз, вглубь. Более ранние ситуации связаны с этим чувством. 3.
Бессознательным всплывают все ситуации, связанные с этим чувством. Два еще ниже и еще глубже. Настолько глубоко, Агайша, когда я хлопну в ладоши и скажу тебе причина, ты окажешься в самой ранней ситуации, связанной с этим чувством. В том моменте, когда оно у тебя появилось первый раз один, где ты там, внутри или снаружи. Почему ты чувствуешь себя ненужной в груди? В животе мамы? Не в животе. Какая ситуация? Это вот когда я в школе училась. Сколько тебе лет? Мектепте оқыған кезде негізі школьный форма бар ғой. Мгм. Школьный форманы, короче, мен папаға қанша рет айтқанмын, папа алып берші. Мен бір форманы 2-3 жылдап киетінмін менші. Мгм. Папа алып берші деп сөйтіп сұрай Мгм. беретін менші. Жол сайын сұрайтын. Иә, Мгм. алып берем деп сөйтіп, короче, мені Алдайтын ба? қалдырып кеткен. Қалдырып кеттік. Жоқ, алған жоқ вообще, алған Мгм. жоқ. Где ты чувствовал, когда папа алып берші деп алып бермегенде? Тамақты көкіректешті, когда он тебе обещал, но не выполнил? Іште В животе. Что ты пыталась сделать, когда папа обещал, но не сделал? Спрятаться, убежать, замереть, напасть. убежать. Какое ты решение принял, когда тебе папа обещал, но не выполнял? Бояться, обижаться, винить, стыдиться, одиночество, грустить, злиться. Наверное, все вместе. Что ближе? Бояться, обижаться, винить, стыдиться, Обижаться, обижаться. Какой ты вывод сделал после того, грустить. как постоянно носил эти школьные формы неоднократно, каждый год? Провоцировать, избегать или делать вид, что ничего не произошло? Провоцировать, избегать или делать вид, что ничего не произошло? Какой вывод сделал? Я Агайша. сейчас не могу. Бір жерге тығылып қалсайшы, бір жер отырсайшы. Сейчас. Мгм. Какой ты вывод сделал после того, как Раз, папа... минут. Ага. Так. Біз даже өзіміздің чувствомызды көрсетпейміз ғой бір-бірімізге. До такой степени бар ғой. Жылай алмаймыз, күле алмаймыз. Ештеңке істей алмаймыз бар ғой. Социальное программирование называется это. Ау. Хорошо. Социальное программирование. Аузын жап сөйлеме, үндеме деп өсір ғой бізді. Да. Ты давай где-нибудь присядь или пристой жасап берейін до конца. Все. Көзің жум, кеудеңе терең дем ал. Вот эта ситуация, когда папа тебе обещал, но не выполнял, и каждый год ты таскал одну и ту же школьную форму, какой ты вывод сделал? Провоцировать, избегать или делать вид, что ничего не произошло? Глаза закрой. Провоцировать. Хорошо, провоцировать. Теперь мысленно поднимись. Вот тебе сейчас так, дәл қазір. У тебя есть обида на папу, вот эти выводы, решения убежать, обижаться и провоцировать, она тебе помогает или мешает жить? Мешает жить. Хотела бы ты их поменять? Да. Возвращайся обратно, ранний возраст, школьные годы, когда ты школьную форму носил постоянно, и папа обещал тебе, не выполнял. Ты хотела убежать. Обрати на чувство убежать, хорошо? Это чувство убежать начинает вибрировать и пульсировать по всему твоему маленькому телу. Принимай эти вибрации, и вместе с ней начинай там вибрировать и пульсировать. И когда она начинает вибрировать и пульсировать, это чувство растет или исчезает по всему твоему телу? Денеңе ұлғая ма, бір кеудеңе тереңде ма? 100-ден төмен қарай любая цифра. 60. 60. Көзіңді тағы да ашсаң, я прекращаю терапию. 60% назар аудар. Ты Ага. хотела убежать, когда папа подходила и начал, короче, отказывать тебе. Сол сезімге кірде, Акося қашып кет папаңнан. Папаңнан қашып кет, школьный ситуациядан қашып кет, ана позордан қашып кет, который постоянно носишь вот эти одежды, которые тізе шығып кеткен, иығы шығып кеткен. Но қашып кету бұл өмірде тиімсіз екен, Ағайша. Сол себептен қашып кетудің орнына керісінше барып, папаңы өзінің сезімдерімен, өзі ішкі ойына жеткізуге
жеткізуге тырыс. Мгм. Полный қорықпай папаңа айтуға тырыс. Сен мені алдай бересің, сен мені обещаешь завтраки, кормишь завтраками деп жеңілдегенде айтарсың. Папа, сен мені алдай бересің ғой. Алып берем деп айтып. Не үшін солай істейсің? Кеудеңе терең дем ал. 60-тан төмен қарай любая цифра. Как? 60-тан төмен қарай кез келген сан. 60-тан төмен қарай. 37. Оң қолыңды тамағыңа қой, менен қайтала. Ішіне қой, менен қайтала. Мен байланысты үземін. Мен байланысты үземін. Папам маған сөз беріп, сөзін орындамаған кезде, Папам маған сөзін беріп, сөзін орындамаған кезде. қашамын деп шешім қабылдаған кезде. Ау? Қашамын деп шешім қабылдаған кезде. Түсінбедім. Қашамын деп шешім қабылдаған кезде. Шешім қабылдаған кезде. Мен байланысты үземін. Мен байланысты үземін. Папам сөзінде тұрмаған кезде. Папам сөзінде тұрмаған кезде. Ренжимін деп шешім қабылдаған кезде. Ренжимін деп шешім қабылдаған кезде. Мен байланысты үземін. Мен байланысты үземін. Сол ситуациядан кейін. Болмағанда өмір сүремін деп. Түк болмағанда өмір сүремін деп. Түк болмағанда өмір сүремін деп. Шатыстырамын деп. Шешім қабылдаған кезде. Мен байланысты үземін. Кішкентай ағайшаның ара қатынасымен. Кішкентай ағайшаның ара қатынасын. Үлкен ересек ағайшаның ара қатынасымен. Енді өмір бақи қашқалақтаудың орнына. Ренжудің орнына. Шатыстырудың орнына. Өзімді еркін. Сенімді. Жайлы сезінемін. Өмірдегі барлық ситуациялардың бәрін. Тәжірибе ретінде қабылдаймын. Жарақат ретінде емес. Кеудеңе терең дем ал. 37-ден төмен қарай кез келген сан. 18. Папаң аты кім? Сәкен. Менен қайтала. Папа. Сіз маған жылулықты бермеген кезде. Үнемі сөзіңізге тұрмаған кезде. Мен өмір бақи өзімді. Керексіз сезініп келдім. Барлық ситуацияларда қашқалақтаймын. Ренжимін. Шатыстырам. Көз алдыңда Сәкен деген әкең тұр. От первого лица ішіңде қандай реніштерің бар, шығаршы әкеңе деген. Полный қандай өксігің бар, шығаршы. Қандай өксігім бар дейсіз ба, қазір? Қазір ештеңке жоқ. Енді сен жаңа айттың ғой, мен папама деген ренішім бар деп. Қазір қандай ренішім бар, шығарсайшы. Сол сәт келді ғой. То, что он тебя в детстве не обнимал, там, не знаю, не ласкал, не дарил что-то. И ты это вечно искала в других мужчинах. Бар ғой, қазір просто бар ғой, айтайын ба, бетіне қарап, просто өтіп кеткім келе ма, или сондай болып тұршы, просто такая тишина после этого у меня. Ағайша, либо сен жасайсың мен айтқанды, либо қазір прекращаем терапию. Что за фигня? Ты же говоришь, что тебе плохо, ты плакала вначале. Теперь говоришь, өткіз кет.
Ты что, не хочешь или тебе нравится страдать всю жизнь? И вечно искать извне любви, которой нету? От Перед тобой первого стоит, лица дейсіз ба? көз алдыңда әкең тұр, ішіңдегі қандай реніштерің бар, әкеңе байланысты шығаршы болды. Папа, маған махаббатыңды бермедің. Маған вниманиеңді бермедің. Жылулығыңды бермедің. Қандай әкесің сонда? Бүткіл қыздар деген әкесімен жүрген кезде мен деген соларға жалтаңдап қарап отыратын едім мен. Өз-өзіммен әкем жоқ деп сөйтіп отыратын едім. Қорғанышым бола алмадым. Опорам бола алмадым. Саған ештеңке деп айта алмадым мен. Өмірімде не болғанын, қалай болғанын, кім маған қалай қарағанын, не айтқанын, қандай сөз айтқанын, ештеңкені айта алмадым. Ішімде сақтап жүрдім соның бәрінде. Ешкімге айта алмадым. Не мамама айта алмадым. Не ағаларыма айта алмадым. Тек қана саған айтқым келді, соның бәрінде іште сақтап жүрдім. Ештеңкені айта алмадым, ештеңкені айта алмадым. Хорошо, сен қазір сәкен боласың, мен саған сұрақ қоямын, жауап бересің, хорошо? Папаң боласың. Я немесе жоқ деп, хорошо? Иә. Сәкен, айтыңызшы, пожалуйста, сіз қызыңызға дұрыс көңіл бөлмеген кезде, осы ажырасып кеткен кезде, сіздің Ағайша деген қызыңыз өмір бақи бақытсыз өмір сүргенін қаладыңыз ба? Жоқ. Барлық ситуацияда қашқалақтап жүргенін қаладыңыз ба? Жоқ. Ренжіп жүргенін қаладыңыз ба? Жоқ. Шатыстырып жүргенін қаладыңыз ба? Жоқ. Еркектермен сыналып жүргенін қаладыңыз ба? Жоқ. Кішкентай қызыңызға барып айтыңызшы, қызым. Кішкентай қызыңызға жақындап айтыңыз, қызым. Қызым, Кешірші мені. кешірші. Мен сені өте қатты жақсы көремін. Сені өте қатты жақсы көремін. Осы ситуациялар үшін мен сенің керексіз сезінгенді қаламадым. Мен сенің керексіз сезінгенді қаламадым. Өмір бақи еркектермен сыналып жүргенді қаламадым. Өмір бақи еркектермен сыналып жүргенді қаламадым. Ренжіп жүргенді қаламадым. Ренжіп жүргенді қаламадым. Ренжіп жүргенді қаламадым. Қашқалақтап жүргенді қаламадым. Қашқалақтап жүргенді қаламадым. Болмаған өмір сүргенді қаламадым. Түк болмағандай өмір сүргенді қаламадым. Кешірші мені, қызым деп, қызыңызды қатты құшақтап сүйіп алыңыз. Кешірші мені, қызым. Енді өзің бол, Ағайша. Папаң кешірім сұрап жатыр. То, что тебя не мог он воспитать, как должным образом обеспечить, любить, как ты хотела.
Папаңды кешіруге бола ма сол үшін? Иә. Кішкентай ағайшаны кешіруге бола ма ол осы үшін, осы шешімдер мен түйіндер үшін? Иә. Өмір бақи қашқалақтап жүрген орнына эмоционалдық тұрғыда өзіңді сенімді сезінуге бола ма? Иә, болады. Өмір бақи ренжіп жүрген орнына өзіңді сенімді, уверенно сезінуге бола ма? Болады. Өмір бақи түк болмағанда өмір сүрудің орнына өзіңді жайлы сезінуге бола ма? Болады, иә. Құттықтаймын, сен жаңа ағайшасың. Обратно сол ситуацияға орал. 2-3 жыл бір форманы киесің, как на это реагируешь? Оптимально, спокойно, нормально. По-новому. Спокойно. Осы күнге дейін өс, 35 жасқа дейін өс, біз екеуміз жаңа папаң туралы сөйлегенде сен жылап қалдың. Енді жаңа сезімдермен қалай сезініп тұрсың папаң туралы айтсам да? Жеңіл, оптимально, спокойно. Спокойно. 13 жасқа дейін түс, 13 жаста сенің папаң мен мамаң ажырасып отқан кезде сот айтты, кіммен тұрасың деп. Енді өзің қалай сезініп тұрсың? Оптимально, спокойно, нормально. Спокойно. Хорошо, дәл қазір өзіңді қалай сезініп тұрсың? Жеңіл. Әкең тірі ма? Әкем тірі, иә. Ровно 1 жылға қарай өсші, ойша. 1 жылға қарай. 1 жылдың ішінде қандай өзгерістер? Папамен отношениең дұрысталды, екеулерің бірге тату-тәтті өмір сүріп жатсыңдар, папаң сені сыйлайды, көңіл бөледі, папаң кішкентай қыз сияқты құшақтап сүйіп жүрсің. Сол ағайша 1 жылдан кейін әкемен күшті қарым-қатынас болса, өзің қалай сезінеді? Нормально. Бақытты ма? Да. Сол сезім сақталып, Құдай қаласа орындалады. Осы күнге орал, оң қолыңды тамағыңа қой, менен қайтала. Мен консультацияға дейін, Мен консультацияға дейін. консультациядан кейін Кейін барлық өзгерістерді мойындаймын. барлық өзгерістерді мойындаймын. Мен ішкі дүниедегі өзгерістерді, Мен ішкі дүниедегі өзгерістерді сыртқа тасымалдаймын. Сыртқа тасымалдаймын. сыртқа тасымалдаймын. Мен бүгіннен бастап жаңа сезімдермен өмір сүремін. Жаңа сезімдермен өмір сүремін. Жаңа сезімдермен өмір сүремін. Кеудеңе терең дем ал. Жаңа сезімдермен көзіңді аша бер. Қалайсың, ағайша? Жақсы. Как себя чувствуешь? Хорошо. Енді түсіндің ба, откуда ноги растут? Да. Просьбы, пожелания. А? Просьбы, пожелания. Спасибо вам. Мен немесе Құдай ғой бәрін жасаватқан. Все хорошо. Рахмет. Егер өзгерістер болып жатса, бірін жазарсың. Хорошо. Так, вот на примере Агайша мы прям наглядный пример, иә? Көріп жатсыз, то что вот у нее был запрос. Мен талай жігіттермен кездестім дейді да, и соңғы жігіт, короче, ақырында тұрмысқа шыққан и айырылып кеткен, короче, ажырасып кеткен. Өйткені іштей жаңағындай недолюбленный девочка, которая недополучила любовь и внимание от отца, она искала везде. И өкінішке орай таких женщин большинство. Наверное, кім өзін көрді? Астына плюс қалдырып кетіңіздерші, кім өзін көрді осы ситуацияда? Вот параллельно бастарыңызға кім параллельно вот өткізді да? Параллель өткізді. Вот кімнің өмірінде сондай болды? Нұрсәуле, Нұргүл, Мөлдір, Айым, Нұрсәуле, Марал. Я себя увидела, Виктория, Жұлдыз, Фируза, Роза. Фактически все, да, увидели, да? Поймайте, да? И большинство женщин несчастны в браке, потому что они недополучили любовь и внимание от папы. Поймайте, да? То есть суд задает вопрос, ты с кем хочешь жить? С папой или с мамой? Конечно, ребенок не хочет разделяться, потому что для него это родители одно целое. И когда такие вопросы задают, эта девочка, мальчик, а внутри чувствует себя ненужной. Понимаете, да? Это ненужным еще в детстве научилась она, понимаете? Сол себептен, если кто-нибудь хочет проработать эти вопросы, у меня есть к вам предложение. Кто сейчас напишет первым на мой номер телефона, это будет один курс терапии. Негізі бағасы 180 мың теңге тұрады бір курс терапия. Но сіздерге со скидкой 150 мың теңге. Үш терапияда вот такие вопросы все решим.
где вы были не нужны, где вы в браке несчастны, со здоровьем. Вот все вопросы, 3 терапии, мы это все решим. Кто хочет сейчас конкретно ко мне попасть на терапию, это будет анонимно и в личку. Қазір мен номерді қоям, кім бірінші жазады, сол кісіге бұйырады. 3 терапия, бағасы 150 мың теңге, 12 айға рассрочкаға ала аласыздар. И плюс қазіргі алған кісілерге 2 сабақты мен өзімнің 50 мың теңге тұратын 2 сабақты тегін беремін. Это финансы и как раз таки про отношения. Готовы? Қазір мен номерді қоям. Но тек қана 3 адамды. Вот кто сейчас напишет, вот 17 кетті, 19-ға дейін 2 минут. Вот кто успел, вот платно, сразу говорю, это будет на платной основе. Почему? Потому что это будет анонимно, это все останется там. Бағасы 150 мың теңге, 3 қана орынды ашамын. Кто сейчас написал, первый, просто потому что сейчас в WhatsApp мне надо выходить. Кто написал, напишите в комментариях, кто написал и кто готов оплатить. Сейчас кто написал в WhatsApp, я вам напишу в ответ и отправлю счет на оплату на 150 тысяч тенге. Вы можете оплатить в рассрочку, либо через Каспий Голд, без разницы. И завтра, послезавтра мы с вами уже свяжемся. Я назначу первую терапию. Каждая терапия где-то бір сағаттай болады. Плюс әрбір терапияға арнайы техникаларды беремін. И одан кейін сізбен вот жұмыс жасаймын жаңағы ағайша сияқты. Понимаете, да? Эмоцияларыңыз шығады, денеңіз, эмоцияңыз босайды, и сөйтіп жеңіл сезінесіздер өзіңіз. Понимаете, пока человек не разберется здесь, ол үнемі өзін быч болып санап жүресіз, понимаете, да? Ущербный санап жүресіз. Тут поймите, не виноват мужчина либо женщина, это ваше состояние такое, отношение к себе самой. Вот соны алып тастау керек. Кто сейчас написал, я қазір 1 минуттан кейін 20-ды алып тастаймын. Кто успел написать, напишите в комментариях, кто в WhatsApp успел написать. Мен сол кісілерге қазір обратный связь беремін. Кто успел написать в WhatsApp. Қазір 1 минуттан кейін мен номерді алып тастаймын, и дальше мы с вами продолжаем работать. Кто успел написать, можете дать обратную связь в комментариях. Кто написал в WhatsApp? Так, он тоз. Так, все, я номер убираю. Так. Так. В общем, все хорошо. Кто успел, енді ренжімеңіздер. Дальше кеттік. Номерді алып тастадым. Кім жаңа жазды, қазір мен сіздерге шығам жекеге. И дальше кетеміз. Услуга қанша дейді. Жаңа айттым ғой, уже поздно. Уже я номер убрал, значит, дальше кетеміз. Так. Услуга қанша жоқ еді. Зарина, түсінбедім сізді. Так. Вот кім маған плюс қалдырды, мен соларға плюс жауып жатырмын. Нұрғали. Так. Походу бәрі ұйықтап қалған сияқты, бір 2 адамға плюс жібердім. Кажется, вот. Так, қайырлы кеш. Так, сеть стамай жатыр ма, не болып жатыр? Дуама көзбе дейді. Екеуі де. Так, мына кісі что-то долго кіріп жатыр. Ладно. Так, кім дайын разборға? Плюс қалдырғансыздар да, я думал, уже готовы, сидят, ждут. Кім дайын разборға? Астына плюс қалдырыңыздар, мен сол кісімен шығайын разборға. Мөлдір дейді. Хорошо. Енді Даяна игроман тиран болса дейді. Енді өзіңіз
просто так бұндай еркекті тасқан жоқсыз ғой. Қазір күше тұрыңыз, мен қазір разбордан кейін айтамын. Так, Мөлдір, қайырлы кеш. Так, Мөлдір, Иә, саламатсыз ба? саламатсыз. Не мағылап жатыр? Қайырлы кеш. Мазалағанда жаңа ер адаммен отношение дұрыс болмайды, егер әкемен ара қатынас дұрыс болмаса деп айтылып жатыр ғой. Мхм. Жаңа қыздың несі кішкене маған да әсер етті. Енді бірақ менің әке шешем ажырасқан жоқ, бірге тұрып жатыр. Бірақ әкемнен жылулық көрген жоқпын. Мхм. Тұрмыстасыз ба? Тұрмыстан Жасыңыз нешеде? 35-те. Денсаулықпен қандай проблема бар? Денсаулықтан бір баладан кейін балалы бола алмай жүрмін. Мхм. Врачтар қандай диагноз қойды? Бесплодие дей ма? Иә, вторичный бесплодие. Вторичный деген как понять? Денсаулық жақсы, бәрі просто Иә. дайын емес деп тұр ма? Хорошо. Хорошо, Мөлдір, вернемся к нашим баранам. Күйеуіңіз немен айналысады? Күйеуіңіз қайда? Вахтамен жұмыс жасайды. Мхм. Тоже күйеумен жақсы көріп, екеуміз де бір-бірімізді жақсы көріп қосылдық деп айта алмаймыз. Екеуміз де мойындаймыз бір-бірімізді жақсы көрмейтінімізді. Бірақ андай бір просто тұру керек па, бала бар, ортада семья бар деген сияқты. Қалай мен ол ер адамға өзімнің женственнымды көрсете алмаймын. Енді 15 жыл біргеміз екеумізде. Бірақ басқа жұмыста болсын, басқа жақта болсын, басқа ер адамдар мысалы маған әйел ретінде көзқарастарымен қарайды маған, бірақ мен өзімнің женственностімді күйеуіме көрсете алмаймын. Оның қасында бір еркек сияқтымын, шыны керек. Ол өзі де маған айтады, әйел болшы, сен менің қасымда грубысың, еркек сияқтысың деп. Бірақ қанша тырыссам да, қанша өзгергім келіп, барлығын жасап жатырмын, бірақ қолымнан келмейді. Хорошо, енді барлығын жасап жатырмын деген қалай ол? Женский коучтардың айтқандары ма? Дышать маткой, 10 000 шагов, каждый день говорит аффирмации, я себя люблю, жизнь прекрасна деп айтасыз ба күнде? Жоқ, өз-өзіме қарау, кішкене шаг жасап, арықтап. Алла. Хорошо. Былай қой, Мөлдір. Менің машинамның моторы жоқ та, бірақ мен детейлингқа барып, сыртын тазалап жүремін да. Менің машинам жүрмейді, мотор жоқ, задний редуктор жоқ. Редуктормен қосып оталдыратын жүретін ше. Бірақ мен барам да машинамның сыртын детейлингқа апарып тап-таза жуып тазалап қоямын. Өйткені сырттай әдемі болып тұру керек та ол машина, жүрмесе де. Сіз де солай бастап жатсыз да, ана женский коучтар тыңдап алғансыздар, там дышать маткой, как раз айнаға қарап неге, айға қарап там 12 рет айналып там отжимание жасап жүру, бёрпи секіру, соның бәрін қарап сіздер сөйтесіздер да, поймайте. На самом деле это не работает. Я вас огорчу. Почему? Потому что женственность женщины, когда раскрывается, когда мужчина берет на 200% ответственность за себя, за семью, в целом за вашу безопасность. Почему вы не можете после одной ребенка рожать? Потому что сіз ол еркектің қасында өзіңізді әйел сезінбейсіз. Сіз ұрпақ одан қалдыруға қорқасыз. Өйткені білесіз, елі как бір баланы вывозит, екі баламен сынып қалады, кәдімгі сындырып тастайды өмірді ше. Сол үшін сізді вторичное бесплодие деп врачтар қойып берген. Сіздің денсаулығыңыздың бәрі позволять етеді, бірақ сіздің денеңіз, санаңыз ол ұрпақты қабылдамайды. Түсіндіңіз ба? Иә, дұрыс. Соның кесірінен сіз қазір женский коучтар тыңдап алғанда, олар бүйтеді екен, мен жаңа байқап қалдым Инстаграмда, ТикТокта. Күйеуіңді сыйла, күйеуіңді мақта, күйеуіңді бүйт сөйт, күйеуіңді мақтау үшін ол мақтан тұтау болу керек шығар.
Мен, если менің күйеуім Жигули болса, мен не үшін Мерседес деп мақтау керекпін, понимаете? Сіз кішкене, надо разобраться здесь, мөлдір. Сіз анау опять-таки айтып жатсыз ғой, ешқандай любовь, снежок, либидо құлап кеткен сізде. Сіз миыңыз бәрі қатып жүр, мен ақшаны қалай төлеймін, қалай квартираны төлеймін, қалай бала шағам бағам, деп қазір басыңыз былай қатып жүр да. И соның кесірінен сіз қазір женственность потеряли. Түсіндіңіз ба? Женственностьті келтіру үшін сіз бірінші өзіңіздің болмысыңызды қабылдау керексіз әйел ретінде. Бірінші очередь ол әке обратно. Сіз пока әкеңізге претензия бар кезде, сіз күйеуіңізге де претензия болады. Екіншісі, сіз либо ол күйеуге 100% сену керексіз. Мен саған сенем, сен менің семьямды вывозить етесің, мен жаңағындай ақша табам, бірақ мен семьямды бағам деп таппаймын деп ше. Либо сіз ол кісімен былай айтқан кезде қоя салу керексіз. Өйткені бұның түбі ертең маткаңызды алып тастайды, ертең яичнигіңізді алып тастайды, внематочный беременность болады, сөйтіп ақырында инвалид болып қаласыз, түсіндіңіз ба? Иә. Сол үшін терапияға келіңіз, терапияда шешуге болады мынаның бәрі, вопростардың бәрі. Былай ол шеше алмайды, потому что сіз қазір маткаңызбен демалып, күнде бетіңізге қарап, я там красивый деген ол не работает. Ол саналы түрде не работает. Сіз өзіңізді алдап жүрсіз. Әкеммен бірінші отношениямды дұрыстап алуым керек па? Терапияда мен не істеймін? Бірінші жаңағындай әкеңізбен жұмыс жасаймыз. Потом іштей самооценкамен жұмыс жасаймыз. Өз-өзіңді қабылдау, өз-өзіңді жақсы көру деген сияқты ше. Үшінші жаңағындай денсаулықпен жаңағындай, я не могу за беременеть. Бұның артында да тоже бір сізді кішкентай кезіңізде қатты бір кедейшілік, қиыншылықты көргенсіз ғой ақшаға байланысты. И сол ситуация сіз бейсаналы түрде қорқасыз, блин, менің балам, менің ұрпақтарым осылай қиналмас екен, осындай жоқшылықты көрмес екен, осындай кедейшілікті көрмес екен деп бір сізде бір сондай бір қорқыныш бар. Өйткені қасыңыздағы күйеу ол қорқынышты алып тастаудың орнына ол қорқынышты былай айтқан кезде усилять етіп жатыр да, түсінесіз ба? Біріншісінде сізде де ой болған, мына баланы не істеймін, аборт жасап тастайын ба, немесе тумай-ақ қояйын ба деп. Бірақ әйтеуір мынау жұрт не дейді деп, сен амал жоқ туа салғансың мына баланы ше. Негізі сондай да ой болған, тумай-ақ қояйын деген сияқты. Болды, иә. Өйткені ол бала, опять-таки, вот қараңыз, несчастная мама, несчастные дети, да? Сіз қазір осылай өзіңіз бақытсыз, бейшара халде жүресіз ғой. Сіздің ана бірінші тұңғыш балаңыз ол явно себя ненужный чувствует, жаңа Ағайша сияқты себя ненужный чувствует. Ол ма, қыз ба? Ол бала. Ертең ол мамасының махаббатын алмады, іштей мамасының ішінде өзін керексіз сезінді. Ертең ол всегда осы әйелдерге угождать етіп жүретін болады. Потому что мамасы беретін махаббат жоқ ода. Мамасы не ресурсная. Потому что мамасының ойы күнде 24/7 мен ажырасайын ба, жоқ па, тастайын ба, жоқ па, үйленейін ба, жоқ па, там, жақсы көрейін ба, жоқ па. То есть сіздің ойыңыз сол. Сіз не думаете о том, что надо, не знаю, привести себя в порядок, любить себя, не знаю, кайфовать от жизни. Сізде ой жоқ. Сізде ой вообще басқа жақта жүр да. И сол оймен, аутта жүрген ойыңызбен ертең балаңыздан проблема болады да, понимаете? Сол үшін сізге в первую очередь жұмыс жасау керек сізбен. Ертең, чтобы саналы, ибалы, тәрбиелі, тәлім тәрбие көрген ол баланы өмірге алып келетіндей да, уже өмірге келді ғой, енді тәрбие беретіндей. Сіз мынандай халіңізбен бере алмайсыз, мен сізге айтайын. Просто өзіңізді алдап жүресіз. Лермонтов атамыз айтқан ғой, хотя бы себе не лгите деп, хотя бы себе не лгите деп. Мен сізге тоже айтамын, мөлдір, өз-өзіңді алдама, пожалуйста. Маска киіп Күйеуімді алда. шаршадым шыны керек. Маска киіп шаршадым деймін. Енді өз-өзіңді алдап жүрсің ғой. Сырттай тойға күйеуіңді алып аласың, вахтовик. Довольно күшті мейкап жасап аласың, тырнағын дұрыстап аласың, әртіс көйлегіңді киіп аласың да, и жұрттардың көзінше такая счастливая, такая довольная, балаңды күшті киіндіріп, бір совместно фото түсесің, бірақ іштей андай параларды көріп іштей жейсің да өзің. Бля, не отыр өмірім деген сияқты ше. Потому что каждый әйел бақытты болуға жаралған ғой негізі. Каждый әйел бақытты болуға негізі лайықты. Сен өзіңді лайықсыз санап жүрген үшін солай өзің страдать етіп жүрсің. Түсіндің ғой да? Бұл ашы шындық. Мен қазір сендерді андай эголарыңызға тиіп кетсем ренжімеңдер, қазір басқаларды бір тыңдап жатқан шығар, өзінің өмірін байқап жатқан шығар. Бірақ мен, кім мені біледі, я салфетками ваши слезы не вытираю. Мен как ес айтамын. Жұмыс жасағың келсе, мөлдір, вот жасайық жұмыс. Жеке номер жаңа жаздым ба, жазбадым ба білмеймін. Терапиямен алып тастау керек мынада. Хорошо, қазір тада номерді қайтып қояйын, сол номерға өт.
мен саған көмектесемін, хорошо? иә, Іштей наполненный, бақытты, күшті болып жүресің, короче. Сенің рахмет. күйеуің кінәлі емес. Сен сондай ущербный состояниеде жүрсің просто. Соны алып тастаған кезде сенің күйеуің де саған қарап көз тояды. Екеулерінің арасында да страсть пайда болады. Либидо көтеріледі. Өзің күшті, женственный девочка болып жүресің. Түсіндің ғой, да? Сенің күйеуің егер ақша тауып жүрсе, значит, ол хотя бы какой-то мужской деген бір деңгесі бар. А вот это состояние надо теперь убрать. Поняла, да? Рахмет, сау болыңыз. Все, Жазамыз. молодец. Қазір мен номерді қойайын. Так, тағы да вот мөлдір үлгерген жоқсың ғой, міне, қара. 1 минутқа қояйын, жарайды. Міне, номер көрінді ма? Кім үлгерген жоқ, міне, номер тұр. 33-те алып тастаймын. Мөлдір жаңағы көріп тұрсаң, міне, 34 жарайды. Кім үлгерген жоқ, мына номерға өтіңіздер. 1 курс терапия бағасы, әлі 2 орын бар, по-моему, 2 орын бар. 1 курс терапия негізі 180 000 теңге. Сіздер мені уақытымды бөліп, менің қарап, маған поддержка беріп жатқан себебіне мен сіздерге 150 000 теңге жасап беремін. Плюс көп балалы аналы болса, там 4 балам, мен, не знаю, инвалид, не знаю, какой-то, не знаю, ситуация болса, мен ол кісілерге еще 10% жасап беремін, өтірік айтпай ақ қояйын. Ол кісілерге еще инвалидный группа, көп балалы аналар, жалғыз басты аналар, не знаю, что-то там, не знаю, в жизни, оларға 10% еще скидка жасап беремін, помимо 150 000 теңгеге. И каждый маған келген кісілерге 2 сабақ 50 000 тұратын финансы и отношения туралы 2 сағаттық сабақ. Ол, кстати, сайтты 50 000 теңге тұратын болады болашақта. Мен соларға тегін беремін. Тек қана қазіргі үлгерген адамдарға. Міне 34-те номерді алып тастаймын. Поэтому кім үлгерді, жазыңыздар астына, мен үлгердім, көбей, я хочу вас купить, не деп. Мен сол кісілерге жазам, счет на оплату жіберемін, рассрочка, либо редпен, либо там, не знаю, кэшпен алуға болады. Так, дальше кеттік. Кто успел енді ренжімеңіздер, иә? Так, мен сабақ Виктория. Давайте Виктория. Виктория Сергеевна. Виктория Сергеевна. Саламатсыз ба? О, сіз кәдімгідей Виктория Сергеевна деп примерно. Мен сізді басқа кісі деп, ладно. Қалайсыз? Есіміңіз кім? Менің шын атым Анара. Жасыңыз? 39-ға толамын, бұйыртса, амандық болса. Амандық болса, хорошо. Анара, сіз Виктория Сергеевна деп күйеуіңіз аңдып жүрсіз ба институтта? Не совсем. Почему такой никнейм? Ну, вы знаете, как-то так получилось. Вообще, вначале у меня был Ярик. Не знаю, почему Ярик был. Потом Ну, Виктория Сергеевна деген бір сериалда мен любимым персонажем. И она так и хорошо. осталась. Но лично, честно, я вообще в начале своих детей смотрела. ТикТокқа не шығады екен, не выложить екен. Содан басталды. А Хорошо. күйеуімді аңдайтын, я в разводе. Хорошо. Ну, окей. Былай да, человек, когда не может выставить свое имя, свое вот это фото, видео, да, это говорит о том, что человек боится проявляться, страх быть видимым. Келісем. То есть, У меня есть Ау? такое. да, Он жағымен страх, келісем, у меня есть такое. да, страх быть видимым. И это на что примерно я вам сейчас расскажу, вы сейчас себя узнаете. Страх Окей. быть видимым, на что она влияет? В первую очередь на женскую энергию. Вы же хотите, не знаю, перед своим там мужем красиво выглядеть, там, не знаю, вот эту женскую свою вот эту энергетику показывать. Но вы боитесь, потому что вы зажатые. Второе, это влияет на ваш доход. Вам говорит Виктория Сергеевна, вы классно себе продаете, вы сегодня сделали такой-то чек, я вам хочу предложить новую должность. Допустим, не знаю, лице там директора, замдиректора. Зарплата там 3 миллиона. Виктория Сергеевна, жоқ, керек емес. Маған жетеді 500 000 теңге. Ертең сколько ответственности, надо там выходить, выступать. А мен кішкентай кезінде там бабушка, либо школьница там апай ұрсып таяқ жеп қойған. Лучше не надо дейді да, сөйтіп 3 миллион теңгеден айырылып 500 000 теңгемен жұмыс жасай береді. Үшіншісі, она влияет на коммуникацию. То есть всегда зажатость, всегда думать о том, что сейчас кто-то обо мне плохо подумает. То есть вот это зажатое чувство всегда вас будет преследовать, Анара, да? Поэтому это, скорее всего, с детства. Кто-то вас сильно осудил, оскорбил, и вы за счет этого до сих пор ходите под никнеймом Виктория Сергеевна. Келісем. Каждый Дальше. пунктпен келісем. Денсаулықпен қандай проблема?
Так, денсаулықпен дегенде у меня лишний вес есть. Да, ондай Мгм. категорически емес. Вот кортизоловый живот бар менде. Проблема еще. У меня тусклое лицо. Менің бетім жарқырамайды вообще. Даже Мгм. косметологтар шошит, почему такое тусклое лицо деп. Была Мгм. проблема со зрением. После родов бірінші баланы туғаннан кейін болды менде. Мгм. Я сделала лазерную коррекцию. Это я вроде бы как-то исправила. Басқа ондай проблема менде жоқ. Иногда бывает поясница болит. Хорошо. Почему вы развелись со своим мужем, экс-мужем? Я вам еще лучше скажу, я дважды развелась, не то что один раз, екі рет ажырастым мен деген. Ого, Yes. давайте, Вот. 2 раза была замужем. Два Давайте раза теперь, была замужем, почему два раза вы развелась. притянули таких алгаебов? Вот соны мен де ойлаймын. Бана жаңағы Акосяның историясынан шыққан дүние ғой, мен мана айттым ғой, у нее хоть Папа? отец с ней разговаривал же, мен әкеме мысалы мен дух болдым. Мне отец М. единственный обращал внимание, когда я училась. Вот я приносила оценку, он мне говорил, молодец. И я думаю, вот это любовь, и давай, короче, Быть хорошей. Да, я как ненормальная училась. Я прям жаңағы қызыл аттестат, қызыл диплом, вот это все про меня. Перфекционистка, бір жерге қатыссам бірінші орын алу керекпін, бірдеме істесем, это все должно быть на идеальном уровне. Заслуживает любовь. Да, это про Внимание. меня. Это про меня. Хорошо. Примерно екі күйеуіңізде забыз шығып кеткен ғой сізден, иә? Мүмкін, И сөйтіп мүмкін. давай деп айтқан ғой сізге Виктория Сергеевна деп. Маған Хорошо. ешкім давай деген жоқ, мен өзім кетіп қалдым олардан. Маған ешкім мені тастап кеткен адам жоқ, я сама от них уходила. Хорошо, енді былай да, Виктория Сергеевна. Қараңыз, вот это детство, папа был холодный, и папа, как вас, мужика, воспитывал, да, типа, оценку приносишь, я с тобой здороваюсь, не приносишь или плохо, ты, короче, в углу там, не знаю, исправляйся, девши. И вот таким образом вы сейчас также примерно детей же воспитываете, согласитесь? Вы знаете, я с этим борюсь. Я не могу сказать, что я прям насчет Вы учебы. должны хорошо учиться. Жоқ, Адам болу керексіңдер деп. жоқ. Адам болу керекті айтам, бірақ оқуға тиіспеймін. Әйтеуір бар деңгейлермен оқушыны. Потому что мен қызылды да алдым, диплом, анау бәрін алдым, мен стипендия алдым, мен грантқа оқыдым, бәрін істедім, да. Это мне счастье не принесло. И я детям своим говорю, деңгейлерінде оқыңдар, әйтеуір адам болыңдаршы. Потому что мне от 2 браков у меня по 2 детей, мен қазір мысалы многодетная мать, соломын мысалға мен, да. От бывших мужей у меня ни хрена помощи никакой нету, от слова совсем. Первый муж скрывает свои доходы, какие-то 37 тысяч платит на 2 детей своих, от второго толку вообще никакого. Вообще, білмеймін, ол не ойлап жүрген, қалай ойлап жүрген. И получается, что вот это я все на себе тяну, и я так вижу, что мне это счастье не принесло. А где вы работаете? Я работаю в школе, я учитель. Хорошо. Зарплата примерно до 300 тысяч, да? Больше. Сельская местность. До 500 примерно. Скажем так. Хорошо. Енді былай да, Анара, жаңа сіз даусыңыздан біліп тұрмын да. Енді видите, когда женщина берет больше ответственности и уже знает, что кроме нее никто ее не спасет, она потихоньку превращается в мужчину. Потому что это как бы нормально для вас, потому что сіздің операцияда мужчина жоқ, беретін несчастный 30 мың теңге, ол қайда жетеді? И вы начинаете там, не знаю, работать, переживать, там, думать о будущих детей деген сияқты. И за счет этого у вас поясница болит. Поясница – это страх бедности, то есть вы утром просыпаетесь и думаете, где достать деньги, как будет дальше жить, откуда деньги достать вообще. То есть всегда переживайте. А это поясница. Поясницаның асты, Анара, это папа. Когда у вас, вот папа был холодный, папа всегда говорил, ты должна заслужить, ты должна заслужить мое внимание, и таким образом у вас какой-то внутри есть обиды и непринятие вашего отца. Поэтому у вас через деньги идут тяжелым трудом, то есть деньги это папа, как ни крути. Второе, тусклое лицо. Это лицо, это по идее эго вы, эго деп айтам, то есть лицо это отражение души деп айтады ғой негізі. Сол сіз іштей өзіңіз кортизолы болып жүрсіз ғой. Кортизоловый деген анау депрессияда жүрсіз, да? Депрессия, может, у вас из-за того, что у вас 2 брака сложилось таким образом, может, невроз у вас, невроз, либо невротик. В общем, какой-то у вас какая-то есть тревожность. Содан сіздің бетіңіз постоянно отекший.
И лишний вес это вот за счет того, что вы встретили недомужиков, накопленные обиды годами. Содан бәрі сізде вот такие примеры у вас. Поняли, да? Да, я вас понимаю. Есть решение. Решение есть. Даже если вы 39 лет, когда мои же слова вам отвлекаются, есть решение. Хотя бы жить, не знаю, не ради кого-то, не ради себя, а іштей полностью жіберіп, эмоцияңызды бәрін бақытты өмір сүруге болады, Анара. Потому что многие женщины думают, что я сейчас встречу ту самого мужчину и заживу деп. Но я вам скажу по секрету, самодостаточный мужик, который зарабатывает там от миллиона и выше, да, то есть у него все есть, оған ондай әйелдер керек емес, которые страдающие, которые проблемы самооценка. Ол өзіне ұқсайтын әйел тауып алады. А егер сіздер сондай еркекті тартқыңыз келсе, сіздер бірінші в первую очередь өзімен жұмыс жасау керексіздер. Понимаете, да? Потому что он сразу, как вы же чувствуете вот этих недомужиков, и мужчины также чувствуют таких, как бы, әйелдер, которые за счет них хотят, там, не знаю, выжить деген сияқты. Поэтому не думайте, что вы будете все равно притягивать ровно того, как вот вы же свидетель, вы 2 раза выходили замуж. То же самое, одно и то же мужчина попадались, да? Те же самые лица, ну, имеется в виду лицо другое, но по ответственности, по эмоциям примерно сондай был. И поэтому вы сейчас даже 3-й раз выйдете с таким убеждением, вы О, также встретите такого мужчину. я Пока не хочу. вот эти внутренние травмы не проработаете. Ну, это не хотеть Не- замуж, это нормально? Нормально, ненормально, я вам скажу, я не скажу, потому что былай да, э, адам, любой адам, неважно ол қыз ба, ұл ма, вы должны быть счастливы без мужа. И Вот. ваш муж должен быть без вас счастливым. Понимаете? М. Вы таким образом будете дополнять. А когда у вас в душе пусто, у него в душе пусто, вы как Агайша будете друг друга там противоречить, потом драться, да, из-за этого. Сол үшін бірінші самодостаточный болып үйрену керексіз, Анара. Мгм. Не только в финансовом плане, но и эмоциональном плане. Смотрите, Анара, если хотите поработать, вы же говорите, я мама-одиночка, я вам еще могу сделать 10% скидку, потому что у меня такие правила. Если есть желание, вот эти я записал как раз вопросы, можем решить. Да я с удовольствием. Онымен менің екінші недомужигімнен қалған кредиттерім бар ғой. Я настолько тупая была, что я на него кредиты брала. Я верила, что это нормально. Адам болып кетеді, он бизнес Вы откроет. не были тупой, вы просто были для него мамой. Енді для него мама дегенде еркек менен 12 жас үлкен еркек қой, енді ему 50 лет, например, да. Я тогда думаю, где мои мозги были, где мои глаза были. До того тупая болғанмын ба, как это вообще называется? Это происходит бессознательно, Анара. Вы можете оправдывать себя, но это работает бессознательно. Я вам предложил, можете не приходить, сами знаете, просто Я маған керек сохранила емес, ваш номер. сізге керек, иә. Мен Ол сақтап маған емес, қоямын. сізге керек. Ага, все Иә. хорошо. Бір несін істеймін. Рахмет сізге. Көп рахмет, Алла разы болсын. Все хорошо. Поймите одно, нам бүкіл вопростар шешу маған керек емес. Я свои уже вопросы решил давным-давно. То, что я говорю, то я вещаю, это вам нужен, да, в первую очередь. Потому что, шаршаған жоқсыздар ма, там, не знаю, цисиппен постоянно баклажканың екі бұттарыңызды тығып, постоянно там, сонымен жаңағыдай жылытып кетіп қалады деп. Либо, не знаю, бір какой-то дәрімен емделіп, постоянно временный, постоянно эмоциональные качели, постоянно ссоры, постоянно обиды, там, которые еще там с 1991 года, да, со дня независимости Казахстана. Шаршаған жоқсыздар ма? Поэтому это вам нужен, не мне. Я свои вопросы решил давно-давно. И те ко мне, которые пришли, женщины, там, не знаю, пацаны, они свои вопросы решили. Если хотите решить, пожалуйста, могу сейчас номер выставить, бір ғана орын қалды, и мы добьем терапию, и онымен аяқтаймын. Кто хочет конкретно поработать, тағы да айтайын, бір ғана орын бар, ол бір курс терапия, үш терапия болады. И вот эти все вопросы вы решите. Кто хочет. Поэтому мен не заставляю вас. Жизнь ваша, страдать, быть счастливым, выбор ваш. А те, кто хотят, даже 72 жаста кісілер келген, они выбрали быть счастливы, да? Поэтому пока вы вот эти убеждения, психотравмы, негативные самоопределения не измените,
жизнь не будет меняться, поверьте мне. Вы можете купить красивое платье, вы можете сходить, не знаю, турецкому хорошему визажисту, не знаю, мастеру, по которому, там, не знаю, как на это, волосы, которые делают прически. Но это всего лишь временный эффект. Если хотите, чтобы это было состояние, которое утром просыпается и ночью довольно спите, то надо это проработать. Конкретно надо проработать. Поэтому я предлагаю один курс терапии, потому что с одним мы можем не решить, а 3 терапии, вот эти вопросы мы решим и закроем эту тему раз и навсегда. Потому что это все происходит бессознательно. Вы же видели Агайша, которая сколько раз пыталась выходить замуж, все равно развелась. Анара, которая 2 раза вышла замуж, все равно 2 раза какие-то долбоебы грубо встретились. Мульдер, которая уже замужем, но уже она несчастливая, у нее нету этой женственности. Понимаете? Эти все женщины, в том числе и вы, если мои эфиры вы смотрите, вы понимаете, что жизнь просто так не поменяется. Вы можете, не знаю, целый... Я даже свой вот такой свидетель, там сидел 2000 человек, мы собирали это по кусочкам, каждый по одному. WhatsApp-группа. Мы в один момент все удалили. Почему? Потому что человек, когда хочет поменяться, он должен оплатить. Бесплатное вы никогда, тем более СНГ, люди не поймут и не осознают. Поэтому мы 2000 адамды просто так удалили. 3 ай жинаған адамдарды просто так удалили. Потому что мы приняли решение, я в том числе, что эти люди не хотят меняться. Потому что одно и то же лицо, одно и то же запрос, и постоянно эти проблемы. И мен сұрақ қоямын көбемен, нахрена я эти разборы делаю для них по воскресеньям, когда мен демалу керекпін, когда я должен отдыхать, быть с семьей, у них постоянно запрос. Күйеуім заебал, күйеуім измена жасады, күйеуім проблема, ақша жетіспейді, қарыз. И это происходило, вот такие свидетели, 3 месяца, 3 месяца. Я взял, нахер удалил эту группу. Потому что мен түсіндім, олардың адамдары өзгермейді. Потому что они приняли решение быть несчастны, быть бейшара хальда. Бейшара хальда. Они выбрали быть несчастны и быть бейшара хальда. И такие, к сожалению, ни я, ни Даулет, ни там, не знаю, какой-то коуч, психолог, никто их не поменяет. Потому что вы выбрали быть несчастливы, понимаете, да? Я не говорю о том, что вы должны ко мне прийти, там, пожалуйста, никто не можете не приходить, но вы должны понимать, да? Вот говорю же, как Лермонтов говорит, хотя бы себе не лгите, понимаете, да? Хотя бы вы себе не лгите, потому что вы годами вот себе лжете, что вот сейчас поменяемся, завтра поменяемся, но завтра у вас никогда не закончится, понимаете, да? Поэтому, кто хочет, пожалуйста, я думаю, цена символическая, недорогая, человек может прийти и проработать. А те, кто считает дорого, там, не знаю, нету времени, нету возможности, просто вы надо признать себе. Я еще раз говорю, можете не приходить. Просто вы приняли решение быть таким, который у вас сейчас в жизни в жопе творится, вы это приняли. Вы не хотите идти против этой воли, против этой, там, не знаю, проблемы. Вы эту проблему приняли, знаете, понимаете? Поэтому у вас проблемы. Онлайн-курсы, да, онлайн, Айнур. 3 терапии, 150 тысяч тенге. Так, есть кто записал WhatsApp и сейчас написал мне WhatsApp, чтобы я сейчас потом сразу им, кто первый написал, вот сейчас кто меня видит, кто написал WhatsApp, напишите на комментариях, чтобы я знал, вот сейчас этот человек, и чтобы сразу вы с Алматы, нет, я с Астаны, все работы будут происходить онлайн. Кім жазды WhatsApp-қа, маған жазып жіберіңіздер. Насчет терапии, кто написал? Так, дальше. Жаным, символическая цена чья-то зарплата, дейді. Ну, жаным, Дина, я в этом деле не новичок. Вы можете обратиться к только начинающим психологам и 3 года это прорабатывать. Поэтому такая цена, которую человек приходит и прорабатывает и уходит. Все, я ему больше не нужен. Недорого, через время приду к вам, иншаллах. Давайте так сделаем, Дина.
вы не готовы пока поменяться, я вас блокаю, и вы идете к новичкам, да? Я стесняюсь, а так хочу деть. Айнур, такого не бывает. Вы же, не знаю, вещи не покупайте, передо мной не раздевайте же, вы же идете терапию прорабатывать. Так, дальше. Так. Так, давайте так сделаем. Я сейчас Зарина плюс оставила, хорошо. Так, Зарина, здравствуйте. саламатсыз ба? Кайырлы түн. Қайырлы түн. Ана жолы көрдім, бірақ одан кейін уақыт болмай, мен бүгін кірдім осы тиктокқа. Менде сұрақ, Бақтыбай Сабырбековтің өткенде Таразда болған оттегіге мен 4 күн қатыстым. Өте жақсы өзгерістер болды. Өзімді де бір өзгерттім деп те санаймын. Бірақ енді ол, білмеймін, ол только маған байланысты емес қой енді. Жаңа мен жазып жатырмын ғой, менің 4 қызым бар деп ше. Бірақ ол тоже айналадағы адамға да байланысты сияқты да. Мен мысалы жолдасыммен вроде телефонмен жақсы сөйлесеміз. Зарина, сіз былай да, жаңағында Бақтыбай Сабырбеков бірдеңе дедіңіз ғой, сіз ақша төлеп бардыңыз ба, или тегін бардыңыз ба? Жоқ, тегін болды. 4 күн тегін барып, соң өзгеріп кеттіңіз ба? Енді прямо андай 100%, 70% өзгердім демеймін. Пожалуйста, өзіңізді алдамаңызшы, пожалуйста. Жоқ. Просто было такое, знаете, лекция сияқты өтті, түсіндіңіз, осознавать еттіңіз, бірақ не проработали же, верно? Бір түртіп алатын нәрселер болды енді өмірде. Андай енді өзгеріп кеткен жоқпын енді, я. Ал менде сұрақ мынандай да, біз жолдасымыз екеуміз, вроде ол енді командировкасы көп, несі көп, асымным үйде мен өзім. Телефонмен вроде нормально сөйлесеміз. Қалай үйге келеді, итпен мысық боламыз. Ну, сіз айтыңыз ғой, 4 күн проработали деп, не помогло? С мужем Жоқ. отношения? Жоқ. Именно с мужем жоқ. С чем помогло, хорошо? Над чем работали? Енді мен анама деген сағынышты шығара алдым. Қағазға жазып па? Аха. Әкеме деген, әкем бар, анам жоқ. Әкеме деген өкпемді шығара алдым. Жандарым ай, почему вы такие слепые котята, да? Қараңызшы, Зарина, если шындықты айтыңыз келсем, это нихуя не помогло, грубо айтқан кезде. Потому что это все на бумаге написано, да, во-первых. Во-вторых, это просто как... Неге ақылы сабағына қатыспадыңыз? Ол ақылы сабақ туралы онда ештеңе айтқан жоқ. Зарина, былай ғой. Жаңа айттым ғой, Лермонтов атамыз не деді, хотя бы себе не лгите деді да. Иә. То, что вы написали, проплакали, вот если конкретно сіздің топсағанаңызға кіріп, сол кішкентай Заринаға кіріп, сол убеждение ауыстырмаса, сіз хоть, білмеймін, обострить с этим бумагам, пишите постоянно. Но ол көмектеспейді сізге. Мен сізге открыто айтылам, как психолог ретінде, психотерапевт ретінде. Пока сіздің түпсанаңызға погружение жасап, сол кішкентай баланы тауып алып, папасына байланысты эмоциясын шығарып жұмыс жасамағанша, хоть обострить с этим бумаги, это нихуя не помогает, грубо айтқан кезде. Неге мен сізге тегін техника беріп, қазір бәрлерінде проработка жасамаймын? Потому что я знаю, что почему тогда я не делаю так, чтобы давайте там за 20 тысяч теңге, вот 100 адам маған келсін, топтық терапия жасап беремін. Топтық терапия деген жоқ, ол жұмыс жасамайды. Если хотите реально поработать, надо жеке-жеке жұмыс жасау керек. Я не хочу никого из своих коллег, былай айтқан кезде, работу обесценивать. Но это все не работает, пока с вами индивидуально не погрузится ваше подсознание. И вы не найдете себя ранее маленького Зарина и не убедите. Пока басыңызда былай щелчок болмағанша, ол өзгермейді. Сіз
айтып жатсыз ғой 4 күн балдым. 4 күн просто 4 күн уақытыңызды құртып қайттыңыз. Бір инсайттар алдыңыз, ана кітап 4 күн кітап оқып қайттыңыз да, все, поняла деп қайттыңыз, понимаете? Оны да ойладым, иә. Оны да ойладым. Ол да Енді бар. сізге қандай белгі керек? Қандай белгі керек, Зарина? Менде мен 4 қызыммен подружка болып, мама болып, мен әңгіме айта аламын. Олармен менде тұрай ондай не жоқ. Бірақ менде проблема сол, тоже жолдасым. Мен ажырасып кеткен жоқпын, бір отбасындамыз. Жолдасым әскери адам, мен де әскери адам, бірақ мен декреттемін де, әлі де декреттемін. Бірақ біз сол телефонмен жай сөйлейміз. Ал Зарина- үйге келгенде итпен мысық боламыз. 4 баланы квартирный алу үшін тудың ба ай сайын? Жоқ, өйтіп емес, ол үшін емес. Сіз үлкен үй алу үшін тудың ба? Жоқ, ол үшін емес. Вообще өйтіп план болған жоқ, ондай нәрсе үшін емес. Құдай сақтасын, ол үшін емес. Алла берді, 4 қыз тудым. Зарина, былай ғой, мен өзім 10 жыл әскери қызметте болғамда, и мен кәдімгі кадровый офицермін. И, пожалуйста, мен білем бар ғой, вот всю систему, как устроена эта казарма, как устроено офицерское отношение между женами и мужчинами, да, мен бәрін білем айтпасам да ше. Просто айтып жатырмын ғой тағы да, егер сенің күйеуің жұмыстан шыққансың, ит пен мысық сияқты болатын болсаң, и получается сенде невроз, сен невротиксің да, сен просто как үлкен адам, келсе үлкен адам- жұмыстап жек көріп тұрмын, неғып екенін білмеймін. үлкен адам сияқты сен проблема шеше алмайсың да, и ты начинаешь нападать на него. И ол айтады, иди нахуй деп кетіп қалады да, грубо айтқан кезде, понимаешь? Почему? Потому что ты не умеешь, вы не умеете, как взрослый человек, коммуницировать, понимаете? Коммуницировать не умеете. Вы только умеете перед начальником коммуницировать, перед вышестоящими должностями. А үйде екеулерің ерлі-зайып сияқты не умеете коммуницировать. И сіздер қазір осылай жүресіздер, ит пен мысық сияқты. Сен 4 қыз өсіріп жатсың, тәрбие беріп жатсың автоматты түрде. Ертең сол 4 қыз 4 байдың мазгасын итеретін болады, понимаешь, да? Сен сияқты. Пока сен өзің проблема басындағы шешпейсің. Мен сол басындағыны шешкім келеді да, именно менде, кінә менде. Түсінесіз ба? Кінә менде, мен оны білемін, что менде екен. Ол келсе мені раздражать етіп тұрады. Сіз білесіз қой, енді бывший военный болғаннан кейін полигоны бар, командировочный бар, наряд ответственный бар. Ол білмеймін, мен или ол үйде жоқ болғанға мен үйреніп алдым ба? Білмеймін, бірақ кінә менде. Мен адам құсап Сезім бар ма, Зарина? сөйлесе алмаймын, не үшін екен білмеймін. Мен уже мені не қылып тұрады, андай ашуландырып тұрады ше, уже ше. Сезім де уже андай деп айта алмаймын. Ол Зарина, айта давай алмаймын. былай жасайықшы. Қара, ты постоянно год за годом рожаешь, и ты постоянно в декрете. У тебя там, не знаю, памперс, завтраки, обосранные столы, и ты уже рутина кіріп кеттің да? У тебя нету рядом поддержки мужа, сен все равно қандай военный болсаң да, іштей сен нәзік әйелсің ғой. Ты тоже хочешь, чтобы тебя там любили, опекали, заботились, помогали, поддержали. Сенің күйеуің заебанный жұмыстан келеді да, и начинает там вот өзі маскасымен жаңағы жұмыстағы маска үйге келіп отрываться етеді да, и сөйтіп бір-біріңізді түсінбей қаласыздар. И это все рано или поздно үлкен взрыв болады ше, понимаешь? жай сөйлей алмаймыз ғой. Потому что сен де айтып отырмын ғой, сен уже невроз болғансың, сен уже целый день үйде Мен отыра соны жеңгім келеді. Мен бірдеңемен отвлекаться еткім келеді ма? Білмеймін, менде енді мен айта алмаймын, андай прям домашняямын деп айта алмаймын. Подружкалерім бар, абысым бар, әпкем бар. Мен кафеге барам, пиво ішем, демаламын. Мен оны отрицать етпеймін. Мен демалатын кезде бала шағаны қалдырып демаламын. Бірақ Зарина, сонда да мен білмеймін. Именно жолдасыммен тіл Зарина, табыса алмаймын. кешірші за откровенность, да? Өмірден зайбалын шығып кеткен ғой, грубо айтқан кезде. Если раз ты пьешь уже пиво, это уже ты внешний стимулятор выпиваешь, чтобы расслабить свое тело. Потому что, айтып отырмын ғой, әр балаға 3 жыл кетеді декретке. Получается, сен баланы туасың, потом тағы да туасың. Уже сен, получается, 3 жылдан
12 жыл сен декретте жүрсің да, грубо плюс-минус ше. Конечно, сен зыбың шығады. Понимаешь? И сен уже ертең арақ іше бастайсың. Одан кейін қуа бастайсың. Жоқ, Құдай Уже сақтасын. соған келе ондай жатыр. Соған келе жатыр. емеспін. Мен просто шаршасам, бытовухадан шаршап, нервімнің бәрін соған көрсететін шығармын, может. Сигарет шегесің ба? Жоқ, мен ондай салақты адам емеспін. Мен үйге Мен сені салақ тазамын. деп жатқан жоқпын, Зарина. Бала шағаға да тазамын. Тамаққа жақсымын. Мен Мен өзім айтып жатырмын мақтап ғой, жатқан жоқпын. айтып жатырмын ғой, сен невротиксің ғой деп қара. Мен сен Сол салақ енді деп не жатырмын. істеймін, Саян мырза? Маған совет беріңізші. Көбей. Былай ғой, Зарина. Короче, мен саған қазір номерді қоям. Номерға өт. Как раз 4 балалы аналы екенсің, тем более вайын екенсің, мен саған жарайды скидка жасап берейін. Но надо проработать. Пока алкаш болып кетпей тұрғанда. Түсіндің ба? Мені әскери өмір ғой пиваға үйреткен, мен ондай емеспін. Просто ана морально шаршағанда шығам енді, я ішем. Никто тебя не заставляет работать. Никто тебе прям, не знаю, артынан вилламен тығып атқан жоқ, жұмыс жаса деп. Сен өзің таңдадың сол жыл, значит, ты кайфуешь от этого, понимаешь? Ты любишь страдать, потому что тебе в детстве внушали, сен, короче, андай бір чувство вины мен чувство долгымен өсірген да, и бейсаналы түрде өзің сондай долг тауып алғансың военный жұмыс ретінде. Сөйтіп 20 жыл емес, әскери ант ол 55 жасқа дейін ғой, сөйтіп долгты 55 жасқа дейін ұстап жүрсің да, понимаешь? Мен де қазір декретте болсам да, мен бар ғой, сол әскери қызметпен немді декретте болсам да, мен 10 жыл болды декретте отырғанма, 9 жыл. Бірақ сонда да мен соны қосып жүрем үйде ше. Үйде 9 жыл мен декретте отырсам да, сол немді қосып жүрем. Жаңағы строгость қыздарға, бұлар мысалы қыздар ғой. Зарина, сен 4 қызың военный болған қалайсың ба? Енді менің үлкенім 18-де, мен 38-демін. Сол үлкеннің денсаулықпен проблемасы бар ма? Енді былай жалғыз еткен емес ол. Не байқайсың ана ретінде? Ана ретінде ол енді қазір осы жазда диплом алады, 9 класстан кейін түскен. Бірақ ана ретінде мен 4 қызбен де отырып ашық сөйлесем. Сен есеп келдің. Ең үлкені 18-ден асқан. Омен басқаша да сөйлесем. Женский жағынан да сөйлесем. Жатып қойма, тұрып қойма, оны да сөйлесем. Кафеге барғанда абайлап іш, оны да сөйлесем. Напиткке бәле қос жемесін. Ашық сөйлесеміз. Бірақ ол қыздың өзі бәрібір тұйықтау. Андай, мен жай ақылдасқым келіп, бірдеңені неғым кеп сөйлесем, ол неге тұйықтау білмеймін. Ол никак мен соны өзгерте алмай қойдым. Андай грубо жауап береді. Сол ғана. Между нами проблема сол. Айтпесе, как подружка мен сөйлесем омен. Жаңа қатыстың ба оның алдындағы разборларға? Жоқ, мен осы енді сізді екінші рет көріп жатырмын. Енді Зарина тұйықтау деп айтып жатсың ғой. Ол просто тұйықтау емес та. Потому что сен оның аузын жап, үндеме, сөйлеме деп өсірдің да, либо әкесі, наверное, вообще военный адамдардың, особенно еркектердің уақыттары жоқ. Они целый день на работе. Только приходят спать, либо там на работе спят. Потому что мен де сондай болдым. И олардың практически уақыт жоқ. Ол баласымен қалай, күнің қалай өтті, бәрі жақсы ма, көңілің күйің жоқ деп. И сөйтіп қыз өзін керексіз санайды. Сенің үлкен қызың себя чувствует ненужной. Потому что видит невроз мамы постоянно, которая ругается со своим отцом, и на этом фоне она себя чувствует ненужной, понимаешь? Она не 18 лет, в раннем возрасте. Сенің қызыңмен де жұмыс жасау керек, чтобы ертең бір ағылайыпқа кездесіп, өмірін тозаққа айналдырып жібермей тұрғанда, понимаешь, Зарина? Сен айта бер миллион раз, жатып қойма, тұрып қойма, ішпе, шекпе деп. Но бала айтқан істемейді, бала көрген істейді. Понимаешь, да? Сол үшін, Зарина, желание емес. Я тебе советую, вот просто приди вот эти вопросы решить. Тем более, как военного я тебя хорошо знаю. Ішің не ойлап тұрам, бәрін білем. Номер көрдің ба, номерді? Қазір скрин жасап алам. Қазір номерді қоям, хорошо. Көп рахмет, Көбей мырза. Сіз Атарда болдыңыз ба?
Мен Бағана Атарда болдым, Бейнеуде болдым, Ақтауда болдым, сол, иә, бағана мен Қапшағайда қарап болдым. жатырмын, Бәр жерде болдым. таныс деп қоям, иә. Мен 12-ші Бармаған жерім жоқ, бригадада, көрмеген жерім жоқ, короче. аха, Бірақ танысқанын ұмытмаштым. үйленбей тұрып бәр жерде көріп болдым и түсіндім, что бұл военная жизнь пранк екен. 150 мың теңге. Мен білмеймін, қазір зарплатам сол 300 мың теңге шығар, үсті асты ғой примерно. Иә. Оны қайда жеткізе мен балама? Иә. Қай ағына жеткіземін, қай ағына? И сол себептен мен просто решил уйти. Аллаға шүкір, 6 жыл болды армиядан кеткеніме. Дипломированный психолог, 3 дипломым бар. Астана қақ ортасында тұрып жатырмын. Енді өзімнің базовый потребность жаптым. Енді грубо айтқан кезде. Поэтому человек получает то, к чему он стремился. Поэтому, Зарина, надо работать с собой. Көбей мырза, мен жаңағы спираль жақпағандықтан, спираль тұрмағандықтан, осылай 4 қызды, енді біріншісі енді ол и так планированы ғой енді. Артынан бірақ үшеуін мен сол спираль жақпағандықтан сөйтіп босандым ғой. Ал мені Таразға кеп тоқтадық біз. Бірақ сонда да жолдасым қазір Сарыөзекте службада. Ал біз Таразға кеп тоқтадық, анау сол военный программамен квартира алыпшы. Мен ол артынан 3 қызды солай босандым. Оға дейін мен бұлардың аралары 12 жыл. Бірінші мен екіншінің арасы 12 жыл. Оға дейін сол армияда жүріп, көшіп қонып жүріп, сол Атар, Қапшағай, Ақтау сөйтіп жүріп, жасым кеп қалды ғой енді мысалы. Зарина, былай ғой, бақытсыз ана, бақытсыз бала да. Иә. Бақытсыз ана, бақытсыз бала. Поэтому разберись себе, пожалуйста, что там у тебя происходит. Возможно, сенің күйің вообще не при чем, понимаешь? Просто көрген сайын нервничаетесің да. Соны алып тастаған кезде күймен дальше өмір сүре бер. Просто сен ана іштегі халді алып таста, ертең осылай жүре берсең, ары қарай Құдай сақтасын, там ажырасып тынатын шығарсың, потому что күйіңде тіде, слушай, зыбым шығардың, короче. Ол айтады, сен не нормально сөйлей алмайсың, не жай сөйлей алмайсың дейді. Именно сол өткенде келді, Сарыөзектен Лхановға келді. Именно сол келгенде мен шашым тұрады, не үшін екенін білмеймін. Жеп көріп тұрамын да уже. Енді айтып жатырмын ғой, тағы да айтайын саған, что ты не чувствуешь опору не чувствуешь. Короче, Зарина, номерді қазір шықпай тұр, мен қазір тағы бір кісіге разбор жасап берейін. Шықпаймын, аха. Номерді қойып, сонымен саған не істеймін, жазасың. Көп рахмет, Көбей мырза. Аха, телефондамын ғой. Так, Меруерт дейді. Меруерт жазды. Меруерт ханым. Так, ұйықтап отыр ма, не істеп отыр? Хорошо. Так, қалай разбор болды? Астыным бүгін отношение туралы болып кетті, еще разбордың бәрі, иә? Но түбінде көрдіңіздер ғой, иә? То, что если женщина несчастливая, несчастная, то все вокруг несчастны, в том числе и мужики, короче. Мужики просто об этом поздно понимают, он улет, типа, мозгоебство. На самом деле, это нормальное явление, пойти к психологу, разобраться здесь, потому что сен лучше үйіңде отырып, довольный әйелің отқан жақсы емес па, нежели жаңағыдай жұмыстан келесің, еще шаршап келесің, еще начинает тебя там пилить, да, понимаешь? Көп еркектер осын дұрыс түсінбейді да, менің эгома тиіп кетті, мен еркектігіме тиіп кетті дейді да, сөйтіп, короче, әйелін пилить ақырында ұрысып төбелес. Енді ары қарай ажырасуға да бару мүмкін. Поэтому лучше ну его нафиг, чем фиг его знает. Так, битик, бір орын бар екен, бір орын бар. Қазір сол осы номерға өткен кісілерге мен тағы да бір орын жарайды жаңа. Бір орын бар. 150 мың теңге, 3 терапия, 12 айға төлеп мүмкіндігі бар. 2 сабақ 50 мың теңгеден 100 мың теңге тегін осы кісіге беремін. Плюс жаңа көп балалы аналы деген кім бар ғой кісі? Зарина. Көп балалы аналарға мен еще 10% скидка жасап беремін. Потому что ол кісілер енді поддержать надо по-любому. Бірақ тек қана қазір жазған кісілерге ровно 02:15-те мен номерді алып тастаймын. Эфирді аяқтаған соң, егер эфирден кейін жазсаңыздар, ренжімеңіздер, ешқандай подарок та болмайды. Сол 180 мың теңгеге
аласыздар, сол 180 мың теңге аласыз егер алам деп жатсаңыздар. Скидка болмайды. Кім хочет реально поработать, мына номер тұр, WhatsApp-қа жазыңыздар, полностью WhatsApp-қа өтіңіздер, мен қазір уақытты қараймын, 3 минуттан кейін номерді алып тастаймын, ренжімеңіздер. Потому что көрдіңіздер, терапияда жасадым, разборларда жасадым, как есть бәрін түсіндіріп бердім. Енді кім разборды өтті, сол кісілерге, мысалы, может, солар кісілердің арасында бар шығар, білмеймін ғой. Уже өткізіп болғасын лекция болады. Поэтому кімде қандай сұрақ бар, жаза беріңіздер. Бірақ қазіргі өткен кісілерге скидка подарок алады, эфирден кейін жазған кісілерге ренжімеңіздер. Потому что ешқандай список, ешқандай не болмайды. Потом гарантия сұрайтын адамдарға мен гарантия бермеймін, мен бақсы емеспін. Сендердің жаңағындай нелеріңді алып алып, фотоларыңды алып алып, все, кет, бір айдан кейін результат болады. Мен ондай адам емеспін. Нәтиже Құдайдан. Бірақ көріп жатсыздар, жаңағы вообще рандомно бір кісіге терапия жасадық, аты кім? Ағайша деген күшті күліп отыр да. Понимаете? Поэтому кім маған келеді сеніп, соларда болады нәтиже. Кім сеніп келеді, кім жаңағы невротиктар, гарантияны лучше сразу блокқа жіберем, сразу айтам. Гарантия деп сұрайтын кісілерге сразу блокқа жіберем. Лучше, не знаю, гарантия беретін бақсыға барыңыздар, короче. Мен сіздерге көмектесе алмаймын. Поэтому гарантия деген сөзді алып тастаңыздар. Кімде қандай сұрақ бар? 2 минуттан кейін номерді алып тастаймын, одан кейін уже номерді қоймаймын, ренжімеңіздер. Ровно 2 минуттан кейін скидка үлгергендер алып үлгерді, оларға қазір жеке шығамын, одан кейін скидка болмайды. Эфирді аяқталған соң скидка болмайды. Поэтому кім үлгерді, пожалуйста, 2 минуттан кейін, уже 1 минуттан кейін мен номерді алып тастаймын. Кімде қандай сұрақ бар по проведению терапии? Кімде қандай сұрақ бар? Так, мен номерді алып тастаймын, уже 14 кетті. Все. Енді кто успел, тот сел, ренжімеңіздер. Күнде мүмкіндіктер беріле бермейді. Так, алкогольная зависимость проработки поддается, дейді. Бони өтірік айтпай қояйын. Я работал с зависимым человеком, который анаша употреблял. И игроманом работал. У них классно получалось. То есть они себя после 3 терапий, я вот с ними связь держу, анаша шегетін жігітпен. Говорит, брат, я вообще туда не лезу, сейчас семья, дети, отношения. Жаңағындай мамасымен связьде отырам. Игроман жігітпен. Довольный мамасы. Көбей рахмет, папасы риза, күшті нәтиже болды, рахмет, балам кәдімгідей прозрачный болды, кәдімгідей баяғыдай әрекет жоқ деп, мамасы маған сондай нәтиже отзыв берген. Алкогольная зависимость, она подается. Главное, если ода іштей бір хотя бы 0,1% бір өзгерем деген бір не болса болды, ниет болса болды, подается. Потому что, почему он выпивает? Он тело зажатое, его в детстве, скорее всего, тяжелое детство было, либо подавляли, либо не было своего «я», не было личной границы. И таким образом, когда он выпивает, он свои эмоции выпускает. Понимаете, да? И таким образом человек самовыражается. Так, все. Мен сөзіме тұрдым. Үлгергендер үлгерді, үлгермегендер мен не было своего «я». Ну, Бонни, вы успели написать на WhatsApp номер? Потому что я сейчас завершу, потом скидки и подарки не будет. Кто после эфира написал, вот сейчас 0-15 тұрады ғой маған номер, уақыттар, ол кісілерге автомат түрде уже мен скидка бермеймін. Поэтому кто не успел на WhatsApp написать, 1 курс терапии 150 тысяч тенге со скидки. 3 терапии я проработаю полностью вот эти все вопросы. Мен классический психолог емеспін, который вас, не знаю, 2 жылға, 3 жылға, 100 жылға емдеп отыратын. 3 терапия былай жетеді, что вы уже отстали от меня и от всех проблем. Понимаете, да? Называется регрессия, то есть регрессолог. А классическая психология, психологтар, олар сіздер там, ничего страшного, папаңды кешір, мамаңды кешір, бәрі жақсы болады, салфетка беріп сүртіп жібереді, короче. Ничего, уақыт бітті, все. Ты будешь платить или нет? То есть сондай болып тұрды. Поэтому я не так работаю. Кто со мной прорабатывал вопросы, они знают. Поэтому кто не успел на WhatsApp написать, жазыңыздаршы комментарийға.
Кто не успел на WhatsApp написать? Так. Кто не успел на WhatsApp написать? Все хорошо. Все, қайырлы түн. В принципе, я вот все, что мог, я уже сказал, разобрал. Завтра, если успею, выйду, хорошо? Все, қайырлы түн, сау саламатты болыңыздар. И, пожалуйста, не лгите себе, хотя бы не лгите себе.